Бесінші бөлім сендіру. Ойша жаттығудың мүмкіндіктері шексіз, ал оның нәтижелері мәңгілік. Бірақ табысқа қол жеткізу үшін кейбіреу ғана өздерінің ойларын тиісті арнаға бұрады. Көп жағдайда барлығы өз еркіне жіберіледі. Брайс Марден. Маған таныс тәсілдердің ішінде, миға саналы түрде әсер ететін ойлау тәсілдерінің ішінде сендіру тәсілі ең қарапайым болып саналады. Ол ғасырлар бойы дінде және сиқырда, мантра мен дұғаларда қолданылып келді. Қазіргі таңда оны түрлі адамдар келісім шарт жасауда, сырқаттан айығу үшін, жаңа адамдармен танысуда, сайыстарда жеңіске жету үшін және де көптеген салаларда қолданылады. Сендіру бұл жағдайларға байланыссыз адамның өз ішінде немесе дауыстап қайталап айтатын қарапайым ғана мәлімдемесі. Сіз осы тәсілді кез келген жерде қолдана аласыз. Көлік жүргізіп келе жатқанда, дәрігер қабылдауында болғанда, ұйқыға жатар алдында. Тек қана осы уақытта сіздің арманыңызды сипаттайтын сендіруді таңдап, оны бірнеше рет қайталаңыз. Мысалы, сіз өзіңізге қолайсыз жағдайда қалдыңыз, бірақ сіз еш нәрсеге алаңдамай, бойыңызды еркін ұстағыңыз келеді. Нақ осы сәтте бұл әдісті қолданудың орайы келіп тұр. Асықпай мына сөздерді қайта-қайта айтыңыз: мен сабырлымын, мен сабырлымын, мен сабырлымын. Өзіңізді күштеп сабырлы болуға мәжбүрлемеңіз. Тек қана осы сөздерді бірнеше минут бойы қайталаңыз. Мен дәріс оқу іс-сапарында өзіммен болған бір жағдайды сіздерге баяндап берейін. Оқылатын дәрістердің жартысы артта қалған кезде мен өзімнің жоспарыма көз салған сәтімде өз көзіме өзім сенбедім. Түрлі қалаларда оқылатын дәрістер саны артып, бір күнде бірнеше дәріс оқылуға тиіс болдым. Маған бұл мүлдем ауыр тиеді деп ойламадым. Ішімнен осы ойды қайталай бердім: мен абсолютті түрде шаршаймын. Келесі 2 күн бойы менің көңіл күйім болмай, өзімнің сапарымды көңілсіз күтуде болдым. Мен осы жоспарды жасаған адамдарға қарғыс айттым. Ойымды жинақтағанда мен өзіме күлдім. Ми күші туралы дәрістер оқып, мен өзім дұрыс емес ойдың қармағына түсіп қалдым. Мен абсолютті түрде шаршаймын деген сөз не айтасыз? Сондықтан да мен дереу түрде жаңа сендіруді қалыптастырдым. Ол үшін сөзге негізделді: жинақылық, сабырлылық, шаттық. Бірнеше рет қайталадым. Келесі күнді де осы сөздермен бастап, өз жоспарымды еске алған сәтте әрдайым қайталайтын болдым. Бірнеше өткен соң, мен егерде сабырлы, жинақы болсам, осы сапарым өте қызықты болады деп ойладым. Не себепті ол мені оншалық алаңдатты? Осы 3 сөз бәрін өзгертті. Жоспар өзгеріссіз қалды, тек менің қарым-қатынасым ғана өзгерді. Өзім азапқа айналдырып жібере жаздаған сапарым өте қызықты өтті. Мен жинақы, сабырлы болдым. Өзімнің болымсыз сөздерімді позитивке айналдырып, осы сын-қатерді қабылдағаным үшін өзіме риза болдым. Мақсатыңызға жетуге көмектесетін сендірулерді қалыптастыра аласыз, себебі олар өте қарапайым және сіз оларды кез келген жерде қайталай аласыз. Банкте кезекте күтіп тұрғанда, дәрігер қабылдауында, көлік кептелісінде. Оларға сену міндетті емес. Сендіруді қайталаған кезде өзіңізге әзірше жоқ нәрсені сізде бар деп сенудің қажеті жоқ. Сізден талап етілетіні тек қана өзіңіздің сендірулеріңізді қайталау. Мен сіздерге таңғы уақыттан бастаңыз деп кеңес берер едім. Себебі таңғы уақыт күні бойғы уақытыңызды анықтайды. 2-3 минут жаттығу негізінде нәтижелеріңізді өзгертесіз. Күн сайын бәрі жақсылыққа өзгеріп отырады. Қазіргі таңда Эмиль Кюэ есімі көпшілікке беймәлім. Ғасырдың басында оның есімі кеңінен танымал болған еді. Ол сендіру әдісін ашып, оны ауруларды емдеуге қолданып, өз әдісін Еуропа мен Солтүстік Америка ауруханаларында насихаттады. Өз уақытында оның жаңалығы таң қаларлық жаңалық болып, қазіргі сәтте Эмиль Кюэ қайтыс болғанына ондаған жылдар өтсе де қызу талқылануда. Куэнің айтуынша, оның науқастары таңертең және ұйықтар алдында қарапайым ғана сендіру сөздерін қайталап отырған жағдайда тезірек сауығып кетеді. Оның сендіру сөзі мынандай: күн өткен сайын мен өзімді өте жақсы сезінемін. Олар осы жаттығуға таңертең және кешке 2 минут уақытын арнап отырған болды. Нәтиженің таңқаларлық болғаны соншалық, ол өзін-өзі сендіру бойынша бірнеше кітаптар жазып, әлем адамдарының мидың күші оны кеселінен сауығуға бағыттаса, науқастан айығуға болады деп үйрете бастады. Куэнің сендіруі сырқаттың миы күн өткен сайын оның дені сау, жақсы болып жатыр дегенге бағытталған. Куэ әдісі бойынша мыңдаған адамдардың емделген құжаттай расталған. Әнші және композитор Джон Леннонды айтатын болсақ, барша адамзат оның ерекше әндері, гуманистік көзқарастары, ашық мінезін ұдайы еске алып келеді. Леннон өзінің
Мидың күші мен сиқыры деген қызығушылығын жасырған емес, ол оның әндерінде де көрінеді. Ми ойындары әнінің сөзінде-ақ жатыр. Біз ми ойындарын ойнаймыз, осы күннен болашақты жасау арқылы. Леннон сөзге елестету мен сендіру әдістерін білдім, және оларды қолдана алды. Осының бәрін менің миым жасайды деп айтатын ол. Ал өзінің баласы Синға арнап жазған «Жақсы бала» әнінде ұйықтар алдында мына дұғаны оқы: күн сайын мен өзімді жақсы сезінемін. Куэ және өзге де атақты адамдар сияқты ол өзі мәңгілік ақиқаттан өзінің таным жолын ашты. Джон Леннон өздері бізді өзімізге, өзіміздің мүмкіндіктерімізге сенуге шақырады. Сен өзіңді кім деп санайсың, жұлдыз, сенікі дұрыс деп әндетеді ол. 6 бөлім түсіну. Табыс артынан жаңа табыс келеді. Адамдардың көпшілігі өз жетістіктері мен сәтті қадамдарын түсінгеннен гөрі өз бойларындағы кемшіліктер мен сәтсіздіктерін көруге бейім. Бір мақсатқа жеткен соң бірнеше күн немесе апта бойы қуанып, алдымызға жаңа мақсаттар мен бағыттар қоямыз. Біз жеткен жетістігімізге қанағаттану сезімінен тез алшақтаймыз. Уақыт өте мүлдем ұмытып кетеміз. Барлық назарымыз жаңа мақсаттар мен армандарға бағытталған. Өткен жетістік сезімі ұшты-күйлі жоқ болады. Осылай адам табысының күш энергиясын құр жібереді. Әлі де қол жеткізгенге баса назар аударып, біз санадан тыс миымызда өзіміздің қалыптаспағанымыз туралы ойды тудырамыз. Адам өзінің жеткен жетістіктерінің энергиясын пайдалану арқылы таң қаларлық жетістіктерге жете алады. Өкінішке орай, ол мұны өте сирек жасайды. Дәрістерімнің бірінің соңында маған бір әйел жолығып, «Джон, сіз қалай ойлайсыз? Мен өз мақсаттарыма жетемін бе?» деп сұрады. Мен олар туралы айтып беруді өтіндім. Оның бірінші мақсаты жақсы үй сатып алу, екінші Англияда тұратын туыстарына барып мауқын басу. Себебі 14 жыл бойы бірін-бір көрмеген екен. Ал үшіншісі бір адаммен қарым-қатынас құру, ол жалғызбасты ана. Қолында 3 баласы болғандықтан өте қарапайым бір сүргендіктен осы мақсаттар сол кездері оған қол жетпестей болып көрінді. Бірақ менің дәрістеріме қатысу арқылы ол өзінің өмір сүру жағдайын жақсарту үшін ми күшін пайдалану тәсілдерін үйренгісі келді. Мен оны ми күшін пайдалану арқылы алдына қойған мақсаттарға жете аласың деп сендірдім. Осы жағдайдан кейін мен ол әйелді есіме алған жоқпын. Біздің алғашқы кездесуімізден 1 жыл өткен. Ол маған телефон шалды. «Джон» деп қобалжи бастады ол. «Не болғанын сіз ешқашан тауып айта алмайсыз. Мен қазір хауыз мен бау-бақшасы бар жаңа үйде тұрып жатырмын. Мен оған қуанышыңызға ортақпын» деп едім. Ол сөзін жалғастырды. «Мен 3 апта бойы Англияда өз туыстарыммен болдым. Ал ең бастысы, мен ғашықпын. Мен шын мәнінде ғашықпын. Әрине, мен онымен кездескім келді. Біз бірнеше ай өткен соң ғана кездесе алдық. Ол мені әуежайда қарсы алды, бірақ мен күткендей оның жүзі қуаныштан жайнамады. «Джон, ми күші маған неге көмектеспейді?» деген сұрақ қойғанда мен таң қалдым. «Не себепті ми күші маған көмектеспейді?» деп қайталап тұрады ол менен. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. «Мен қателеспесем, сіз жаңа үй сатып алғыңыз келді емес пе? Англияда барып туыстарыңызбен қуанып, жақсы адаммен қарым-қатынас құрғысы келген әйел ғой, солай ма?» Ол маған ұялып қарады. «О, мен бұл туралы ұмытып кетіппін» деді. «Ұмытып кетті, оны қалай ұмытуға болады? Өте оңай, біз әрдайым осындай жағдайға тап боламыз». Ол бұрынғы мақсаттарына жетті. Енді жаңа мақсаттар қойып, оларды жүзеге асыру бағытында жұмыс жасады. Оларды толыққанды қалыптастырмай, ми күші оған көмектеспейді деп шынайы сенді. Ол өзінің бұрынғы жетістіктерін өзіне тиісті ретінде қабылдап, оларды ұмытып кетті. Оның миы толыққанды жаңа мақсаттарға бағытталды. Біз өзіміз қалағанға баса назар аударып, бұрынғы жетістіктерімізді ұмытып кетеміз. Өзіңізде жоқ нәрсеге баса назар аударудың қажеті қанша? Бәріміздің өмірімізде де сәтсіздікке ұшырайтын сәттеріміз болады. Өзіңіздің бұрынғы және қазіргі уақытта жеткен жетістіктеріңіз үшін өзіңізді марапаттай біліңіз. Кішкентай ғана жетістік болса да, өзіңіздің мықты сәтті және өзіңізді мақсаттан тұта алатын сәттерді іздеңіз. Кішкентай ғана жетістігіңізге риза болып, оны осы сәтте табысты сезіну үшін пайдаланыңыз. Бұл болашақта сізге жетістікке жетуге көмектеседі. Жаңа мақсатқа жету үшін жеткен табысыңызды мойындау өте тиімді. Мысалы, сіз жас режиссерсіз, сіз алдыңғы қатарлы студияның қолдауына ие болып, жетістікке жеткіңіз келеді. Мойындау әдісін қолдану арқылы сіз өзіңіздің режиссерлік қабілеттеріңізге сенімділік сезінетін сәттерді іздей бастайсыз.
Бұл сіз баяғыда түсірген шағын метражды фильм де болуы мүмкін. Сол кезде сыншылдардың айтқан сөздерін де еске алуға болады. Сіздің фильм қызықты әрі болашағы бар деп берген бағасы да бойыңызда табыс сезімін оятады. Осы сәтте тоқтап, сіз бөлшектерге аса мән беретініңізді есіңізде салыңыз. Сіздің фильмдерге қатысты түрлі адамдардың айтқан жағымды сөздерін есіңізге алыңыз. Соңғы сөздері жинаған біліктілігіңіз бен прогресті мойындаңыз. Іздеңіз, мен қайталап айтамын, іздеңіз, табысты деп танылған сәтті іздеңіз. Көзіңізге көрінгені ғана мойындамай, барлығын мойындау керек. Бұл күлкілі немесе маңызды емес деп ойламаңыз. Сіздің оң қасиеттеріңіз де шынайы, сондықтан да оларды мақтан тұтыңыз. Табысты сезініңіз, миыңызға жеткен табысыңыздан бірнеше минут ләззат алуына мүмкіндік беріңіз. Бұл әдісті нақты бір мақсатқа жету үшін ғана қолданбайды. Сонымен қатар жалпы табысқа жету мақсатында пайдалануға болады. Дәл қазір 10 минут уақытыңызды бөліп, өміріңізде барлық жақтарына қатысы бар, өзіңіздің мықты жақтарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Мысалы, мен талғаммен киінемін, мен жұмыста сәттімін, мен бірегей тұлғамын, мен көп білемін, мен әңгімешілмін, мен жомартпын, мен суретті жақсы саламын, мен оптимистпін, мен автокөлік жақсы жүргіземін, менімен араласу адамдарды жақсы әсерге береді. Осымен тоқталып қалмаңыз, сіздің оң қасиеттеріңіз шексіз, адамдар мені жақсы көреді, мен көп жұмыс жасаймын, мен өмірден ләззат аламын, мен жұбайымды сүйемін, мен үлгілі ата-анамын, мен отбасыма және достарыма көмектесемін. Жоғарыда мен өзімнің оң қасиеттерімді тізіп шықтым. Барынша толыққанды тізім жасаңыз. Ол кем дегенде 20 пункттен тұруы қажет. Ұялмаңыз, көз алдыңызға елестету үшін қағазға сеніңіз, өзіңізді мақтан тұту үшін қанша себеп барын жазыңыз. Осы жаттығудың мақсаты сіз өзіңізді мақсат тұтуыңызға толыққанды құқыңыз бар екенін түсіну. Бұл оң сезімдер болашақта сәттіліктің негізі болатын табыс көзін тудырады. Осы тәсілді кез келген мақсатқа жету жолында қолдануға болады. Сіздің ойыңызша қай қасиетіңіз қойылған мақсатқа жетуге жәрдемдесетінін ойлап, кем дегенде 10 пункттен тұратын тізім жасаңыз. Мысалы, сауда агенті болу мақсатында осы жұмыста сізге қажет болатын қасиеттеріңізді және өзгелерден ерекшелейтін қасиеттеріңізді тізіп шығуға болады. Сіздің тізіміңіз келесі қасиеттерден тұруы мүмкін. Мен игілікті адаммын. Мен адамдармен тіл табыса білемін. Адамдар мені жақсы көреді. Мен адамдармен жұмыс жасай аламын. Мен сауда адамымын. Мен бұрынғы жұмыс орнында жұмысымды жақсы атқардым. Мен адамдарды көндіре аламын. Мен дарынды адаммын. Мен талғаммен киінемін және сырт келбетім жақсы көрінеді. Мен жинақымын, мен көп жұмыс жасаймын, мен қойылған мақсаттарға қол жеткіземін. Егер де сіз осы тізімді жасамасаңыз, онда әңгімелесуге барғанда осы орын менікі болады деп үміттеніп барасыз. Бұл жағдайда осы орынды алу үшін тиісті дайындыққа ие екеніңізге сенімді болу керек. Табыс артынан жаңа табыс келеді, ал сіз көп салаларда жетістікке жеттіңіз. Жеткен табыстарыңыздан шығатын энергияға қаншалықты сезінсеңіз, соншалықты сырттан табысты өзіңізге тартасыз. Сондықтан да осындай тізім құрыңыз, өз миыңызды қуаттандырыңыз, жігермен жұмыс жасаңыз, белсенді өмір сүріңіз. Өз құндылығыңызды төмендетпеңіз, әрдайым өзіңізге сеніңіз, жоғарыдан сый күтпеңіз. Джон Леннон айтқандай, болашақты осы күннен жасаңыз. Өз құндылығыңызды мойындаңыз, тағы да мойындаңыз. Сана шынайы өмірді жасайды, ал сіз өз санаңызды жасайсыз. 7-ші бөлім. Түйсік. Біздің түйсігімізде әлемді төңкеретін күш жатыр. Уильям Джеймс. Адам миы 2 бет бейнеден тұрады. Менің бұған дейін айтқандарымның бәрі санаға байланысты. Енді сіздерді мидың екінші жағымен сиқырлы да тылсым түйсікпен таныстыру уақыты келді. Түйсіктің күші таң қаларлық. Оның адам ағзасының маңызды деген қан айналымынан бастап ас қорытуға дейінгі функцияларын бақылап басқарып отыратыны баршаңызға мәлім. Сонымен қатар адамда болған барлық жағдайлар түйсікке сақталып қалады. Мұнда бізде болған әр жағдай тіркеледі. Сонымен қатар онымен байланысты сезімдер, ойлар да тіркеледі. Осы түйсік адамның іс-әрекетіне бағыт-бағдар беріп, көп жағдайда өз көмегін тигізеді. Ол ішкі дауыс, түс, сезімдер арқылы сізге қажетті идеялар мен шешімдерді көрсетеді. Бір рет осы керемет қабілеттілікті ашқан соң, адам кез келген жағдайда өзін дәрменсіз сезінбейді.
Демек, осы түйсік жүйелі түрде қайталанып отыратын ой импульстерінің, сезімдер мен эмоциялардың физикалық эквивалентте материалдануына көмек беретін тетік болып саналады. Сіз жүзеге асырғыңыз келген жоспарды ойда немесе сезімді санаңызда сақтауыңызға болады. Нәтижесінде ойлағаныңыздың материалды эквивалентін аласыз. Түйсік құнарлы әрі әр уақытта сізге жәрдем бере алады, бірақ тек шектеулі адамдар ғана оның күшін пайдалана алады. Сана мен түйсіктің қоршаған шынайы өмірде бірге қалай жұмыс жасайтынын көрсету үшін мен тағы да сәйкестікке жүгінемін. Түйсік өзіне тастаған кез келген дәнекті қабылдайтын құнарлы топырақ сияқты. Сіздің ойларыңыз бен көзқарастарыңыз бұл осы топыраққа тұрақты түрде егілетін дән. Олардан бидай масақтары сияқты сіздің еккеніңіз өсіп шығады. Не ексең соны орасың, бұл заңдылық. Есіңізде ұстаңыз, сана бұл бағбан. Ал сіздің міндетіңіз сіздің ішкі бағыңызға не ену керектігін түсініп, оны сұрыптау алу. Өкінішке орай, көпшілігі бағбанның осы рөлін түсіне бермейді. Себебі оларға оны ешкім де түсіндірмеді. Сұрыптаумен айналыспасақ, біз жақсы жаман дәннің біздің ішкі бақшамызға енуіне жол береміз, ал олар өз кезінде бізбен шынайы өмірде болып жатқан жағдайлардың себепшісі болып саналады. Осы өмірде жолыңыздың болуы мен болмауына түсіну мақсатында өзіңізде ішкі жан дүниеңізге үңілген жөн. Түйсік тыңдамайды, ол бәрін аса құштарлықпен орындайды. Байлық сәттілік болсын, немесе сәтсіздік пен ауру болса да, себебі біз өзіміз санамызда осы ойларды қалыптастырдық. Түйсік қалыптасқан ойларды қабылдайды, ал осы ойларға қатысты сіздің позитивті немесе негативті қарым-қатынасыңызды ажыратып отырмайды. Ол сана сияқты жағдайды бағалай алмайды, жағдаймен дау-дамайға түспейді. Егер де сіз өз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, онда себебін іздеу қажет. Сіз өз санаңызды қалай пайдаланасыз? Сіздің ойлау образыңыз бен көзге елестетуіңіз қалай болмақ? Сіз бір уақытта позитивті және негативті ойлай алмайсыз. Белгілі бір уақытта ойлаудың бір түрі басым болып келеді. Ойлау образы әдетте айналады, сондықтан да сіз позитивті ойлар әрдайым басым болуын қадағалап отыруыңыз керек. Сыртқы жағдайды өзгерту үшін ең алдымен ішкі жан дүниеңізді өзгерту керек. Адамдардың көпшілігі сыртқы жағдайды өзгертуге тырысады. Егер де ойларыңыз бен көзқарасыңызды өзгертпесеңіз, онда бұл талпынысыңыз еш нәтиже бермейді, немесе шамалы уақытқа дейін ғана нәтиже береді. Осыны түсінсеңіз, сіздің алдыңызға жақсы өмірге кристалды таза жол басталады. Сәттілік, бақыт, денсаулық, әл-ауқат туралы ойлауды дағдыға айналдырсаңыз, қорқыныш пен алаңдау ойларыңыздан арыласыз. Сіздің санаңыз жақсылыққа күтумен өмір сүрсін. Осы орайда сіздің санаңызды өмірден алғыңыз келген армандарыңыз толтырсын. Осы кезде сізге әдет заңы көмекке келеді. Аталмыш кітапта баяндалған жаттығуларды күнделікті орындауды әдетке айналдырыңыз. Бір бөлімнен кейін келесі бөлімді оқумен шектелмеңіз. Мұнда баяндалған тәсілдерді өзіңіздің өміріңіздің бір бөлшегі ретінде қалыптастырыңыз. Су өзі құйылған ыдыстың, базаның, стаканның немесе өзен арнасының формасына енеді. Сол сияқты сіздің түйсігіңіз де күнделікті ойларыңызда қандай ойды қалыптастырасыз, ол соны қабылдайды. Демек, осылай сіздің жаттығуыңыз жасалады. Сіздің өміріңіз, тағдырыңыз жасалады. Сіздің өміріңіз өзіңіздің қолыңызда, және де сіз оны өзіңіз қалағандай етіп жасай аласыз. Синхрондық. Түйсік сіздің қалағаныңызды береді. Сондықтан да күнделікті сіздің өміріңізде болып жатқан қуанышты өзгерістерді елестетіп отырыңыз. Сіздің құдіретті ішкі серіктесіңіз сіздің мақсаттарыңызды орындау үшін сізді қажетті адамдармен, тиісті жағдайлармен жолықтырып отырады. Джозеф Кэмпбелл айтқандай, мыңдаған көрінбейтін қолдар сізге көмекке келеді. Білмеген адам үшін синхрондық күтпеген жағдай құдіретінде көрінуі мүмкін, бірақ бұл екеуінің еш қатысы жоқ. Бұл сіздің ойларыңыздың әсері арқылы жаратылыс заңдарының жұмыс жасауының нәтижесі. Мен олардың жұмыс жасау қағидасын түсіндірейін. Мен кітаптың алғашқы парақтарында барлық материалды дүние энергия бөлшектерінен тұрады деп түсіндірген болатынмын. Біз алып энергетика жүйесінде өмір сүреміз. Сіз түйсігіңіз сәттілікке бағытталған кезде, бұл барлық энергетика жүйесінде энергия жаңғырығын тудырады. Түйсік үзіліссіз түрде сәттілік энергиясының толқуын қабылдап отырады.
сіздің мақсатыңызға жетуге көмектесетін адамдар мен жағдайларды сізге жақындатып отырады. Айта кеткен жөн, егер де сіз негативті бағытта ойласаңыз, онда түйсік сізді сәтсіздікке ұшырайтындай жағдай жасайды. Ол ойларды таңдамайды, олар ажырата алмайды, тек қана сіздің миыңызды үміт, қорқыныш, армандарыңызбен жұмыс жасайды. Қуанышқа орай адамның миы бағынатын материалды өмір мен заңдылықтарды түсіне бастады. Бірнеше жылдан бұрын бұл идея біз ойларымыз арқылы шынайы өмірді жасап, өзіміз қалаған өмірді өзімізге жақындату мүмкін емес болып көрінді. Бүгінгі таңда бұл проблемаға көзқарас өзгерді және адамдар осы процестің қалай жұмыс жасайтынын түсінді. Біздің ойларымыз энергия жиынтығы ретінде өмір сүріп, бұл жерде бірнеше рет қайталаған ойлар, образдар, көзқарастар, көзге елестету адамдар туралы айтылып отыр, шынайы өмірге әсер етеді. Сонымен қатар, егер де осы процесс туралы ойлансаңыз, онда басқа болуы мүмкін еместігіне көзіңіз жетеді, себебі өмірде бәрі байланыста болады. Мен тағы да осы маңызды ойды қайталағым келеді. Сіз шынайы өмірде қалаған оң образыңызбен өзіңізді байланыстырасыз. Сіздің түйсігіңіз оған жауап қатады. Сіздің күнделікті ойлау образыңызбен сіздегі ойлау образының басым түсінігі сізді қоршаған шынайы өмірді, яғни сіздің қайталанбас өміріңізді жасайды. Әлем бізге қол ұшын береді, ал біз тек қана оның берген көмегінің бір кішкентай бөлшегін ғана аламыз. Бірақ бұл жағдайды өзгертуге болады. Сіз өзіңіздің өмір заңдылығыңызды, олардың сізге қалай жұмыс жасайтынын түсінсеңіз, сіз ықыласпен оларды қабылдап алар едіңіз. Бүгінгі күннен бастап миыңызды өзіңіздің қалағаныңыз туралы ойларды қалыптастыра бастаңыз. Егер де сізді осы істен ештеңе алаңдатпаса, біраз уақыт өткен соң сіз алдыңызға синхрондық есіктердің ашылып жатқанын таңғаласыз. Бұл жайында Гималайды зерттеуші Мюррей былай дейді: адам өзіне сенген жағдайда көрегендік шетте қалмайды. Егер де адам бір істі жасамаса, онда бұл істер адамға қатысты болмас еді. Ол адамдарды көмекке шақыратын жағдайға тап болады. Өзі үміттенген материалды көмекте келеді. Егер де сіз осы ақиқатты түсінсеңіз, сіздің алдыңызда әлем байлығы ашылады. Қуатты түйсік сіздің бұйрықтарыңызды күтеді. 8-ші бөлім. Ішкі дауыс. Не себепті ең жақсы идеялар маған душ қабылдағанда келеді? Альберт Эйнштейн. Елестетіңізші, сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыратын проблемаларыңыздың шешу жолдарын айтып беретін, сіздің алдыңызда тұрған мүмкіндіктерді көрсетіп, оларды қалай пайдалана алуыңызға кеңес беретін, сізге көмек керек болған жағдайда жаныңыздан табылатын серігіңіз болса, сіз өзіңізді қаншалықты қауіпсіз әрі сенімді сезінесіз. Сіздің ондай серігіңіз бар. Ол сіздің ішкі жан дүниеңізде. Ол ішкі дауыс. Барлық ұлы адамдар, бизнесмен, спортшы, әртіс, немесе мемлекеттік қайраткерлер болсын, әрдайым ішкі дауысқа құлақ асады. Ішкі дауыс айтқан шешімдерді пайдалана білу сәттілікке жетудің бір жолы. Ол адамның қаншалықты менің дамыта алатынын көрсетеді. Мені өмір Австралияның бай әрі табыскер антрепренерімен жолықтырды. Біз қонақ үй холлында отырдық. Менің сөз сөйлеуіме 1 сағат қалған еді. Мен оны танып қалдым, себебі газет-журнал беттерінен оның суретін көрген едім. Мен жақындап өзімді таныстырдым. Bir газетте оның ішкі дауысқа қатты сенетінін оқыған едім. Сол шын ба екенін білгім келіп, сұрауды жөн көрдім. Менің істерімде ішкі дауыс негізгі орынға ие деп айтты менің әңгімелеушісім. Мен өмірімде өзімнің ішкі даусыммен сырласпай бірде-бір маңызды қадамға бармадым. Тек ол бір өзі осылай жасады деп қалмаңыз. Моцарттың айту бойынша ол шабытты іштен алатын. Сократ өзінің ішкі даусына бағынатынын айтатын. Эйнштейн, Эдисон, Маркони, Генри Форд, Лютер, Бюрбенг, мадам Кюри бұл тізімді өзінің сәттілігін ішкі дауыспен байланыстыратын атақты адамдармен жалғастыра беруге болады. Гарвард бизнес ревьюдің шолушысы Генри Митцберг жоғарғы дәрежедегі шенеуніктер мен бизнесмендер арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесінде олардың көпшілігі рационалды ойлау үшін тым қиын сұрақтарды тұрақты түрде ішкі сезім арқылы шешетіні білініпті. Ол бұдан мұндай қорытынды шығарды: сәттілік құпиясы рационалды деп аталатын тікелей ойлау емес, ол нақты қисым мен мықты ішкі сезімнің байланысында.
КН телеарнасының негізін қалаушы миллиардер, әлемнің ең бай адамдарының бірі Тен Тернер осыған ұқсас көзқарасты ұсынады. Көрегендік пен ішкі сезім бір-бірімен қоян-қолтық жүреді. Конрад Хилтонның айтуынша, ол бірде акцион лоты үшін $165.000 ұсынған. Келесі күні таңертең ол 180 мың саны туралы ойлаған. Конни әрдайым өзінің ішкі даусына құлақ асатыны баршаға мәлім еді. Сондықтан да ол өзінің мөлшерлемесін 180 мыңға өзгертті. Ол бұл лотты ұтып алды. Кейін оны $2 миллион сатып жіберді. Себебі ұсынған лоттар келесі күні $179 мың дейін көтерілген. Заңгерлер мен бухгалтерлердің кеңесіне құлақ асып, Рэй Кросс Макдональдс мейрамханаларының желісін сатып алды. Себебі жылын арқылы бұл істің сенімді екенін сезді. Бүгінгі таңда әлемдегі табысты бизнестің бірі ретінде расында да Макдональдс мейрамханалары өте сенімді. Ал Кросстың гамбургер сату үшін бірнеше палаткаларды сатып алу шешімі оны мультимиллионер етті. Өзінің ішкі жан даусына құлақ аса отырып, адам ең дұрыс шешімді қабылдайды. Шығармашылық идеяларды алға тартады. Дүниеге тереңірек мән беріп, өзінің арманын түсініп, оны жүзеге асырудың қысқа жолын табады. Тиісті уақытта, тиісті жерде болып және өмірде өте жиі табысқа кенелетін адамдар, олар тек қана табыскерлер емес. Олар нені қай уақытта жасау керек екенін айтатын ішкі дауысты дамытқан. Ішкі дауыс оларға жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, анық көрініп тұрғанға күмәнмен қарауды үйретеді. Олар бұдан қажетті білім жинақтап, оны қалай және қашан пайдалану керектігі жайлы бұйрық алады. Ақпараттың ми арқылы өтуін зерттейтін таным сұрақтары бойынша мамандардың айтуына қарағанда, мидың қабылдаған ақпараттарының шамалы бөлігі ғана адам санасына жетеді. Біз қаншалықты ақпаратты жоғалтқанымызды ойлаудың өзі қорқынышты. Кітаптың алғашқы беттерінде мен айтқан болатынмын, әр адамның миы бұл бір үлкен бағдарламаның бөлшегі және осындай бөлшектердің әрқайсысы тұтасқа ие. Сіздің санаңызда тек қана сіздің жеке тәжірибеңіз бен біліміңіз сақталады, ал түйсік тұтас жүйемен байланысты және ол үшін мұнда сақталатын барлық ақпаратқа жол ашық. Сіз ішкі дауыс арқылы оған қол жеткізе аласыз. Жауапты қалай алуға болады? Жалпы дайындық. Барлық ақпараттар мен фактілерді оқып біліңіз. Өзіңіздің түйсігіңізді толыққанды жұмыс жасатыңыз. Сізді қызықтырған сұрақ бойынша кез келген ақпаратты іздестіріңіз. Сіздің жұмысыңызға қатысы бар дегеннің бәрін тыңдаңыз. Сіздің мақсатыңыз ақпарат жинау. Ақылға қонымсыз және бір-біріне келмейтін ақпараттар бірін-бірі толықтырып отырсын. Осы ақпараттар теңізіне еніңіз. Оны қисындық түрде түсінуге тырыспаңыз. Бұл түйсіктің жұмысы. Жетілу. Барлық фактілерді түсінген соң еркін жүруге болады. Дайындық сізден белсенділікті талап етеді, ал жетілу кезеңі бұл тыныштық кезеңі. Енді сіздің түйсігіңіз жұмыс жасасын. Ол күні-түні шешімін табу үшін әрекет етеді. Ал сіз бұл уақытта осы мәселеге туралы ойлайсыз ба, жоқ па, бірақ түйсік қауырт жұмыс жасайды. Сонымен қатар тәжірибе көрсеткендей, түйсікті жайына қалдырғанда ол жақсы жұмыс жасайды. Егер де адам осы сәтте нақты ештеңе туралы ойламаса, онда ол түйсіктің айтқандарына өте сезімтал болады. Шығармашылық процесс үшін өзіңізді еркін ұстайтын әрі армандауға болатын сәттер жақсы. Ұзақ мерзімді саяхаттау, ванна қабылдау, орман ішін аралау. Осылай Atari компаниясының негізін қалаушы Нолан Башнелл таңертең жағажайда серуендеп жүрген кезінде әлем бойынша сұранысқа ие видеоны алғаш рет елестеткен. Стивен Спилбергтің айтуынша, көлікте белгілі бір бақытсыз жүріп келе жатқанда оған ең жақсы идеялар келеді. Ал Альберт Эйнштейн бірде айтқан екен, не себепті маған ең жақсы ойлар душ қабылдағанда келеді. Әрдайым дұрыс шешімді қалай табуға болады деп ойлау арқылы керісінше нәтижені алуға болады. Бұл әрдайым жеңіс туралы ойлайтын спортшы жағдайы сияқты. Спортшылар біледі, сайыстарда жеңіске жету үшін қобалжымай жинақы болу керек. Егер де қобалжыған сезімде болсаңыз, сіз қателіктерге ұрынасыз. Ішкі дауыс сізге көмек беру үшін өзіңізді еркін ұстап, ішкі дауыстың жұмыс жасауына мүмкіндік беріңіз. Ішкі дауыстың оянуы. Төменде сізге табиғи түрде және еш қиындықсыз ішкі сезімді оятудың 3 қадамы көрсетілген. Сіз өзіңізді қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап таба аласыз.
Бірінші қадам. Бірнеше минут бойы расында да мықты түйсікке ие екеніңізді, дұрыс жауаптар мен шешімдердің бар екені жайлы және сіздің түйсігіңіз оларды тауып алатыны жайлы ойлаңыз. Осы фактілерді қисындық түсінуден сезіммен қабылдауға өтіңіз. Бұл жүзеге асқан соң сіз қуанышқа толқу сезімін сезінесіз. Түйсік сияқты мықты көмекші күштің бар екені жайлы әрдайым сананың есіне түсіріп отыру керек. Сіз өзіңізде жасырынған күшті түсініп, сенімді болуыңыз керек. Екінші қадам. Өзіңіздің түйсігіңізде нақты нені қалайтыныңызды қалыптастырыңыз. Қандай шешімдер, жауаптар, проблемаға қандай көзқарасты алғыңыз келеді. Бірнеше рет ішіңізден қайталаңыз. Осы уақытта сіздің түйсігіңіз сізге жұмыс жасайды. Мүмкін болатын жауаптарды елестетемін деп қобалжымаңыз. Өзіңіздің түйсігіңізбен еркін сөйлесіңіз. Одан нені қалайсыз, оны қайта қайталаңыз. Бірақ сөйлеміңізді түйсік сізге жұмыс жасап жатқан етіп құрастырыңыз. Қазір менің түйсігім маған жәрдемдесіп жатыр. Мұны ішіңізден бірнеше рет қайталаңыз, кем дегенде 10 рет, себебі процестің басталғанына сезіну керек. Үшінші қадам. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Сізге дұрыс шешім ашылады деген маңызды сенімділікке толтырыңыз. Есіңізде ұстаңыз. Сенім мен өз-өзіне сенімді болу бұл тек қана сенімдер емес, сонымен қатар энергияның ауытқуы. Ал ауытқу дұрыс шешімдер мен жауапты магнит металды тартқандай жақындатады. Мида дұрыс жауап энергияның ауытқуы болып жатса, ішкі дауыс табиғи жолмен осы дұрыс жауапты табады. Дұрыс жауапты тапқан соң қандай сезімге болатыныңызды елестетіңіз. Толқу, қуаныш жеңілдеткен осы сезімдерді қазір сезініңіз. Бірақ қатты қобалжымаңыз. Күні-түні түйсік сізге дұрыс жауапты тауып береді деп ойлаудың қажеті жоқ. Осы 3 қадамды орындау 5 минуттан көп уақыт алмайды. Оларды күн сайын ұйықтар алдында жасаған жөн. Ұйқыға кетер уақыт түйсікті іске қосудың ең қолайлы уақыты болып саналады. Ақпарат алу. Көп жағдайда сіз күтпеген кезде жауап ой немесе көрегендік сезімі ретінде сіздің ойыңызда пайда болады. Бұл Стивен Спилберг сияқты автокөлік жүргізу кезінде немесе таңғы ас ішу кезінде пайда болуы да мүмкін. Кей кездері жауап сізге анда бар, мынаны көр, мына кісіге телефон шал, тағы басқа ойларды сыбырлап отыратын ішкі дауыс та болуы мүмкін. Көрегендік сезімін ажырата білу мен ішкі дауысқа құлақ асу өз уақытымен келеді. Бірақ сіз уақыт келе оны пайдалануды үйренесіз. Алғашқыда қолыңыздан келмесе, оған ренжудің қажеті жоқ. Көпшілікке ішкі сезім ешкім түсіндірген жоқ. Сондықтан да басында қиыншылықтарды тап болсаңыз, оған таң қалмаңыз. Бұл қабілеттілік жаттығулар арқасында күшті бола түсінетін бұлшықеттер сияқты. Егер де ішкі сезіміңізге тиісінше мән берсеңіз, оған назар аударсаңыз, сенсеңіз, оның жауаптарына құлақ ассаңыз, сіз ішкі даусыңызды жетілдіресіз. Бірақ ең алдымен оның бар екеніне сеніп, оған құлақ аса бастаңыз. Сіз құстарды жақсы білетін адаммен орманда серуендеген кезіңіз болды ма? Сіз бір ғана құсты көрген кезде ол 10 құсты көріп үлгереді. Оның көзі үйренген, ол нені іздеп жүргенін біледі. Тұрақты түрдегі тәжірибе нәтижесінде оның есту қабілеті жақсарған. Ішкі дауыспен де солай болады. Ішкі жан дүниеңізде болып жатқанға аса мән беріп құлақ асыңыз. Алғашқында ішкі даусыңыз сізге айтқан ақпаратын көп назар аудармауыңыз мүмкін, бірақ көп уақыт ұзамай оны тыңдауды үйренесіз. Бұл сіз ойлағаннан әлде қайда жеңіл. Сізден талап етілетіні тек қана тәжірибе мен сену. Көп жағдайда интуитивті адамдар сіздің түсінігіңізге кіреді. Аты танымал каналдың дәрігері Фредерик Бантинг инсулиннің химиялық құрамын түсінде ашқан. Ұзақ уақыт бойы қолы жете алмай жүрген формуланы ашудың нақты жолдары оның түсіне кірген. Қай қадамнан кейін қай қадамды жасау керектігі. Тігін машинасын алғаш жасаушы Элиас Хоу бірнеше жыл бойы осы жобамен жұмыс жасады, бірақ өзінің жұмысын мәресіне жеткізу үшін оған бір бөлшек жетпеді. Ол оны ұзақ уақыт бойы жасай алмады. Хоу түсінде жабайы адамдардың оған найза қадап тұрғанын көреді. Әр найзаның шетінде саңылау бар екенін көреді. Хоу иненің шетінде саңылау жасау керек деген сеніммен оянды. Ол кішкентай ғана бөлшек
тігін машинасын жасаудың кілті болды. Түйсік әр уақытта шешімді әртүрлі айтуы мүмкін, бірақ сіз идеяның сапасы бойынша пайда болған сезім негізінде интуитивті ақпаратты алып жатқаныңызды түсінесіз. Қуаныш, өз-өзіңізге сенімділік пен сізді толқытатын сезімді бастан кешесіз. Міне осы сезімдер сіздің миыңызда пайда болатын өзге ойлардан интуитивті идеяларды ажыратып тұрады. Ішкі дауысқа ашылу. Ішкі дауыстың дамуына белгілі бір қарым-қатынас пен жүріс-тұрыс әсер етеді. Сондықтан да оларды жетілдіру керек. Түйсікте нені қалайсыз және оған не істеу керектігін жеткізудің бірнеше тәсілі бар. Ішкі дауыстың бар екені жайлы фактіні қабылдап, оның күшіне сеніп, сіз оның жұмыс жасауына алғышарттар жасайсыз. Егер де сіз ішкі дауысты күнделікті өмірдің құраушысы және пайдаланушы ретінде ойласаңыз, онда ол өзін көрсетеді. Сонымен қатар, мен бұл мәселені ешқашан шешпеймін, немесе мен бұл сұрақтың жауабын ешқашан таба алмаймын деген ойлар ішкі дауысқа жұмыс жасамай-ақ қой деген сигнал береді. Сіз жай ғана жауапқа емес, ең дұрыс жауапқа лайықсыз деген сенімде болсаңыз, позитивті ойласаңыз, онда ішкі дауысты позитивті жұмыс жасауға бағыттайсыз. Ұялмаңыз. Түйсігіңізге батыл түрде оның ақылдылығы мен білімі сізге бағыт-бағдар беретінін айтыңыз. Мен өзімнің досыммен сөйлесіп жатқандай түнгі уақытта түйсігіммен сөйлесемін. Мен оған оның күшті әрі абсолютті білімге қолы жететінін айтамын. Мен оған менің қандай тілегімді орындауы керектігі туралы сенімді түрде айтамын. Содан кейін бәрі орындалады деген сеніммен ұйқыға кетемін. Әрдайым орындалады. Келесі ойды сіздің қолдауыңызға болады. Менің түйсігім бұл менің табысқа жету жолындағы серіктесім. Осы ойды бөлшектерге бөліп қарасақ, оның негізгі 3 элементтен тұратынын көруге болады. Біріншісі, менің түйсігім. Осы сөзді айту арқылы сіз түйсіктің бар екенін мойындайсыз. Сіз өзіңіздің көзге көрінбейтін серіктесіңізді шынайы өмір сүруші ретінде қабылдайсыз. Сіз өзіңізге тағы бір рет оның өмір сүретіні туралы еске саласыз. Қорықпаңыз, мұнда еске алу артық болмайды. Екіншісі, менің серіктесім. Серіктес бұл ортақ мақсатқа жету үшін сізбен қоян-қолтық жұмыс жасап, барлық ауыртпалықты сізбен бірге көтеруші. Сонымен қатар әркім өз проблемасын өзі шешеді. Түйсіктің қолынан келетін жұмысты жасауына мүмкіндік беру керек. Сізге нақты ақпарат, идеялар немесе жауаптар беру. Кез келген жағдайда сіз жалғыз емессіз, қараусыз қалған жоқсыз. Сондықтан да әрдайым түйсігіңізге сенуіңізге болады. Ол сізді қажетті идеялар мен жабдықтар позитивті қызметінің көзі болып саналады. Үшінші, табысқа жету жолында. Табыс сөзі сіздің жұмыста, адамдармен қарым-қатынаста және жалпы өмірде сіздің қалағаныңызды білдіретін құдіретті сөз болып танылады. Осы сөзді қарапайым түрде ғана қайталау энергия тербелісін тудырып, сізге қойған мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Тез арада шешім қабылдау керек болғанда не істеу керек? Кей кездері тез арада шешім қабылдау керек. Бір апта күтуге болмайды. Нақты осы уақытта шешім қабылдау керек. Егер де сіз тез арада шешім қабылдауға тиісті болсаңыз, онда келесі мысалды пайдалануыңызға болады. Денеңізді еркін ұстап, терең дем алыңыз, немесе бірнеше рет иығыңызды айналдырып қозғалтыңыз. Тыныштық пен еркіндікті сезініңіз. Миыңызды тыныштандырып, сенімді түрде 10 рет өзіңізге айтыңыз: мен әрдайым дұрыс шешім қабылдаймын. Сөз құдіретіне сеніңіз. Сенімді түрде айтыңыз. Осы сөзді соңғы рет айтқан соң дереу шешім қабылдаңыз. Осылай сіз қисындық ойлаудан арылып, түйсігіңізден жауап аласыз. Сіздің ойыңызға келген алғашқы ой жауап болып саналады. Кей кезде қисындық ойлауды пайдаланбаған жөн. Тек қана қисын заңдылығына сүйеніп өмір сүру мүмкін емес. Біздің өміріміз құпиялар мен қарама қайшылықтарға толы. Сол себепті өзіңіздің түйсігіңізге, сезімдеріңіз бен алдын ала сезу қабілеттеріңізге сену керек. Догматикалық түрде шектеулі рационалды ойлардың шегінен шықпаймын деп тырысқанға қарағанда, осылай жасағанда адам ақиқатқа жақын болады. Өкінішке орай, мектепте ішкі дауысқа құлақ асуды үйретпейді. Оның орнына балаларды білімді сұрыптау, оның құпиясын ашуды үйретеді. Шынайы өмірде сіз қажетті ақпаратты жинап қойсаңыз да, оңайлықпен толтыра алмайтын бос кеңістік пайда болатынын көрмеу мүмкін емес. Осы жерде
сізге көмекке қорытынды шешімді айтатын ішкі дауыс келеді. Сіздің өміріңіздің сапасы сіздің ойларыңыздың сапасына байланысты. Бір ақпаратты миыңыздан бірнеше рет жіберіп, бір нәрсені елеусіз қалдырдым деп қанша рет миыңызда шешім немесе жауап табуға тырыстыңыз. Сіз жауапты таба алмадыңыз, себебі тек қана санаға жүгініп, мүмкін болатын шешімдер санасына шектеу қойдыңыз. Ескі идеяларды пайдаланып, бірнеше жылдар бойы бір көзіңізді байлап, бір қолыңызды артқа қайырып байлап, бір орында тұрдыңыз. Өзіңіздің қалағаныңызды ала алмағаныңызға таңғалуға болмайды. Түйсік жаңа идеяларға, шешімдер мен жауаптарға толы. Өзіңізді шектемеңіз. Осы байлық көзін ашып, ең жаңасын, ерекшесін, динамикасын, өмірге толысын алыңыз. Бұл идеялар сіздің ішіңізде қазіргі уақытта өмір сүреді. Түйсіктің құдіретті күшін түсінген соң, сіз ешқашанда идеялардың жетіспеушілігіне тап болмайсыз. Сіздің санаңыз бен ішкі даусыңыз тұрақты түрде қажетті ақпаратты табуға бағытталған болады. Упинашадан жазылғандай, барлығы ішінде. 9 бөлім. Түстер сіздің қайда екеніңізді және қайда баратыныңызды көрсетеді. Олар сіздің алдыңызда сіздің тағдырыңызды ашады. Карл Юнг. Түстер бағзы заманнан бастап адамдарды қызықтырып келеді. Вавилондық Гилгамеш жайлы эпос саз тақтайшаларына ерте дәуірде түсті қалай жорғанын көруге болады. Ол біздің заманымызға дейін 3000 жыл бұрын болған. Қазіргі таңда ертедегі гректер мен египеттер сауығуға арналған ғибадатханаларға түс шақырумен айналысқаны баршаға мәлім. Інжілде өз өмірінде түстерге баса назар аударған адамдар жайлы айтылады. Иосиф перғауынның түсін дұрыс жорып, 7 жыл гүлденуден кейін 7 жыл құрғақшылықтың болатынын айтқан. Астектердің құдайлар иерархиясына түсті басқаратын құдай бас құдай болып саналған. Солтүстік Америка үдерістерінде түсті жоритын арнайы бөлмелер болған. Сонда тайпа ақсақалдары өздеріне рәсім кезінде кірген түсті жорып, соған орай шешім қабылдайды. Осы уақытқа дейін қазіргі қоғам адамдары адам психикасының осы аспектісіне мән бермей келіп, өздерінің ішкі әлемдерімен байланысты үзіп тастады. Қазіргі уақытта жағдай өзгеріп жатыр. Қуанышымызға орай күннен күнге өзінің менін түсіндірудің кілтін иеленгісі келетін адамдар саны артып жатыр. Түсте саналы және санасыз образдардың алмасуы күнделікті өмірдің образдары мен түйсіктің жасырын даналығының жанасуы қызығушылық тудырады. Көптеген ғалымдар өздері шеше алмай жатқан проблеманы шешу жолдарын түстерінде көрген, кейін саналы түрде оларды жетілдірген. Эйнштейн қатыстылық теориясын ашқанға дейін өзінің күн сәулесінің шуағында салт атты жүріп келе жатқан түсінде көрген. Суретшілер, бизнесмендер, зерттеушілер, сонымен қатар түрлі мамандықтың адамдары шығармашылық шешімді өздерінің түстерінен тапқан. Бүгінгі таңда скептиктерге түстердің жай ғана бос сандырақ емес екенін дәлелдейтін қаншама факті бар. Алдыңғы бөлімде өздерінің революциялық жаңалықтарын түстің көмегі арқылы ашқан Бентинак пен Элес Хау туралы айтқан болатынмын. Тағы да бір сенімді мысал көруге рұқсат етіңіздер. Нобель сыйлығының лауреаты доктор Джеймс Уатсон ДНК молекулаларының құпия қасиетін түсі арқылы ашқан. Бірнеше жыл бойы ол ДНК молекулаларының құрылысын зерттеді. Бірақ сәтсіздікке ұшырады. Бір түнде оның түсіне бірін-бірі айналдыра ораған 2 жылан кіреді. Ол ояна сала айқайлап жібереді. Мүмкін бұл менің іздеген сұрағым шығар. Мүмкін ДНК бұл бірін-бірі ораған 2 спираль шығар. Табиғатта бұндай форма жоқ. Ол осы гипотеза тексеріп, нәтижесінде генетикалық кодты шешеді. Бұл жаңалығы үшін Нобель сыйлығын иеленеді. Түстер бұл адам нәсілінің ұмыт болған тілі. Мұндағы құпия символдар мен аллегориялық жасырын мағынаға ие. Оларды түсіне білу қажет. Бірнеше жылдар бойы өзімнің түстерімді жору негізінде және осы уақыт аралығында өзгелердің көптеген түстерін жорығандықтан түстер арқылы жоғарғы сана бізбен сөйлесетіні жайлы толыққанды сеніммен айта аламын. Түстер біздің жай
қай жерде дұрыс, қай жерде бұрыс екенімізді көрсетіп, ішкі дисгармония мен эмоционалды құлдыраудың жасырын себебін көрсетеді. Олар көптеген құбылыстарды түсіндіре отырып, адам өмірінің терең мағынасын көрсетеді. Түстер адамға қалай тағдырға бағыну керек екенін және әрқайсымыздағы жасырын өмір әлеуетін жүзеге асыруға көмектеседі. Біз бір түнде орташа есеппен 5-7 түс көреміз. Кейбіреуін таң қалу мүмкін. Кейбір адамдар түсті өте сирек көреміз деп ойлауы да мүмкін. Расында да әр адам күнде түс көреді. Есінде қалуы да мүмкін, қалмауы да мүмкін. Мұны нақты анықтауға болады, себебі түс көру кезінде көз жылдам қимылдайды. Осы құбылысты анықтап, физиологтар адамның қанша рет түс көретінін анықтай алады. Нәрестелер ұйықтап жатқанда уақытының 50%-ында түс көреді, ал жетілмеген нәрестелер 70%. Егерде күніміз қобалжуға толы, белсенді жаңа оқиғаға толы болса, біз түс көреміз. Демек, түс адамға оның өміріндегі өзгерістерге бейімделуге көмектеседі. Миыңызды түс көруге қалай бағыттауға болады? Ұйықтар алдында миыңызға айтыңыз: бүгін мен түс көремін және оларды есімде сақтаймын. Мұны ішіңізден 20 рет қайталаңыз. Сіз түсіңізде нені көргіңіз келгені жайлы, қай облысты зерттегеніңіз келгені туралы болжауыңызға болады. Бірақ есіңізде ұстаңыз, түс өзіндік бағдарлама негізінде пайда болады. Адам қазіргі уақытта нені түсінгісі келетінін ағза жақсы біледі. Төсек қасында бір парақ қағаз бен қарындаш қойыңыз. Бұл тек қана тиімді ғана емес, сонымен қатар символикалық мағына толы болады. Осылай сіз өзіңіздің түсінігіңізді мағынасын түсінуге деген ынтаңызды көрсетесіз. Сіздің түсіңізге деген қарым-қатынасыңыз түстің сізге деген қарым-қатынасын көрсетеді. Түсті түсінуге тырыспас бұрын оны ең алдымен мойындап, құрметпен қарау керек. Сонда түстер жиірек түсіңізге кіреді. Таңертең ұйқыдан оянған кезде тез арада төсектен тұрып кетудің қажеті жоқ. Себебі бұл уақытта баяу түрде сіздің санаңыз қайтып келеді. Осы аралық түс пен өң арасындағы уақыт үлкен мағынаға ие. Бұл екі ғалам арасындағы құз болып саналады. Мүмкін бір жерде әлі де түс бөлшектері ұшып жүрген шығар. Егер де солай болса, онда өзінің олжасының соңынан жүрген ит сияқты түсіңізді бақылаңыз. Оның бөлшектерін еске түсіруге тырысыңыз. Түсті ойша бірнеше рет қайталап, түс толыққанды қалпына келгенге дейін әр қайталаған сайын оған бір бөлшекті қосып отырыңыз. Орныңызда тұрып, түсіңізді қағаз бетіне жазыңыз. Жазу барысында есіңізге түскен барлық бөлшекті жазыңыз. Түс қағаз бетіне түсірілген соң оны жоруға кірісу керек немесе кейінге қалдыру керек. Түс жору. Түсті жоруда әуесқойлыққа қарағанда қызығушылық маңызды рөл атқарады. Өзіңізді ерте дәуірдегі тұрғындардың мекенін зерттейтін археолог немесе бірінші зерттеуші адам ретінде елестетіңіз. Түсті жору археологиялық қазба жұмыстары сияқты. Сіз тек қана жәдігерді тауып қана қоймай, сонымен қатар оның мағынасын түсіндіруіңіз керек. Және алдыңғы бөлімдерде айтылған түстер өте қарапайым түрде түсіндіріледі. Мен түстің адам қызметін қалай бағыттай алатынын көрсету үшін мысал келтірдім. Бірақ мұндай түстер ерекшелік болып саналады. Сіздің түстеріңіздің 90% мағынасыз болып көрінеді, немесе оларды жору өте қиынға соғады. Олары сіз түсінбейтін шет тілде берілген сандырақ сияқты. Егерде сіз расында да өзіңіздің түстеріңізді түсінгіңіз келсе және оларды жорудың кілттерін білсеңіз, онда олар сіздің алдыңызға зерттелмеген әлем ретінде ашылады. Жолдауды жіберуде символдар мен аллегориялық пайымдалады. Символдар біздің ішкі даусымызға ойлау, тұрақтылық сөздерді айтады. Түстері тілі лингвистикаға қарағанда поэзия мен өмір әлеміне жақын. Түстерде тіл белгілері қолданылмайды, символдар қолданылады деген гипотеза бар. Сондықтан да адам санасының осы бөлігі тілге қарағанда ертерек пайда болды деген жорамал бар.
түс бұл түйсіктің сізге жіберген жолдауы, сондықтан да олар сіздің ішкі дүниеңіз туралы ақпаратты қамтиды. Түстер әр уақытта да нақты бір адаммен байланысты. Ол қай жерде қиындық көріп жатыр, нені болдырмауға тырысады, оған не жетпейді, нені елемейді және оған не істеу керек екендігін көрсетеді. Түстің 95%-дағы адамдар құбыжықтар сіздің өміріңіздің белгілі бір аспектісін көрсетеді. Түсті жоруға кіріспес бұрын бір нәрсені анықтап алған жөн. Түстегі барлық тұлғалар ол сізсіз. Егерде түсте сіздің балаңыз, туысыңыз, жұмыстағы әріптестеріңіз ескермегенде, соның өзінде де олар сіздің бейнеңіз болып саналады. Мысалы, үйге тонаушы кіріп жатқан түсті қарастырайық. Ол сіздің балаларыңызды ұрлап, оларға зиян келтірмекші. Сіз тонаушыға тойтарыс бермекшісіз. Екеуіңіздің күрестеріңіз өлім мен өмір арасында болып жатыр. Сіз оянасыз. Маңызды. Бұл түс субъективті түрде түсіндіріледі. Ең алдымен айта кету керек, сіз осы түсте екі рөлді сомдайсыз. Өз рөліңізде және тонаушы рөлінде. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менімнің қай бөлшегі балаларға зиян тигізіп жатыр? Мүмкін сіз жұмыста көп уақытыңызды өткізіп, балаларыңызға бөлетін уақытыңызды шектейтін шығарсыз. Бұл түсті басқаша да жоруға болады. Мүмкін балалар сіздің меніңіздің алаңсыз бөлшегі шығар, ал сіздің өзіңіз бойыңыздағы салмақты, қисындық қасиеттеріңізді сипаттайсыз. Мүмкін сіздің ересекі бөлшегіңіз сіздің табиғатыңыз бен балалық пәктігіңізді босатып шығар. Осы түс сізге осылай өмір сүру арқылы сіз бір нәрсені назардан тыс қалдырып жатқаныңызды көрсетеді. Түсіндіңіз бе? Түсіңізді дәлме-дәл жорудан аулақ болыңыз. Мысалы, сіз жарыс автокөлігі арқылы жылдамдықты сағатына 90 миль бұралаң тау жолымен келе жатқаныңызды түсіңізге кірді. Сіз рөлге ие бола алмай соғылып жарыласыз. Бұл сіздің жақын арада автокөлік апатынан қайтатыныңызды білдіре ме? Бұлай болуы екі талай. Бұл түсте сіз туралы дәлме-дәл ақпарат берілмейді. Мүмкін сіз өміріңізді басқару мүмкіндігінен айырылып жатқан шығарсыз. Сізге қай жерде тоқтау керек? Мүмкін түс келесіні көрсеткісі келген шығар. Егерде сіз тоқтамасаңыз соғылып жарыласыз, яғни ауырып қалуыңыз мүмкін. Өзіңізге қымбат нәрседен айырылып қалуыңыз мүмкін, немесе өзіңіз үшін қымбат адамнан алшақтайсыз. Түсте өлімді көру дегеніңіз бұл өзгеріс, бір жағдайдан келесіне өту, яғни өміріңіздің бір кезеңінің аяқталуы, екінші кезеңнің басталуы сізге өзгерістерді көрсетіп тұр ма? Мүмкін өзгеріс тез арада болуы ықтимал. Сізге осындай жору ұнай ма? Жаман түс бұл сіздің түйсігіңіздің сіздің таң қалдырғысы келгені, сіздің өміріңіздің бір аспектісіне назарыңызды аударғысы келетінін көрсетеді. Түйсік сізге былай деп тұрғандай: мынаны қара, мұны назардан тыс қалдыруға болмайды. Қайталанатын түстер де хабарлама болып саналады. Олар сізге жетуге тырысады. Егерде сіз оларды дұрыс жорысаңыз, олар ғайып болады. Себебі сіз оларды дұрыс жорымасаңыз, олар қайта-қайта түсіңізге кіре береді. Түстеріңізді дұрыс жоруға көмектесетін бірнеше мысал. Түсіңізге ат беріңіз. Атау мағынасыз да болуы мүмкін. Оған аса мән бермеңіз. Ең бастысы сіздің ішкі даусыңыз жұмыс жасасын. Бұл атау түсті жору барысында кілт ретінде көмек көрсетуі мүмкін. Осы әдіс қалай жұмыс жасайтынын көрсету үшін мынадай мысал келтірейін. Бірнеше жылдар бұрын маған сенімді болып көрінген бір кәсіпкерлікке қаражат салмақшы болдым. Келісім шартқа қол қояр алдында түс көрдім. Түсімде осы келісім шарт мүшелерінің бірі қарғы баулы итімен серуендеп жүр екен. Мен одан сұрадым: не себепті итіңізбен серуендеп жүрсіз деп. Ол үн қатпады, тек қана иығын көтерді. Ұйқыдан оянған соң мен бұл түске жаман иісі шығады деген ат қойып таптым. Нәтижесінде бұл іске қаражат салудан бас тарттым. Сырттан қараған адамға мен бірегей мүмкіндікті жіберіп алғандай көріндім. Бірақ 2 жыл өткен соң осы келісім шартқа қол қойған адамдардың бәрі банкрот болды. Өзімнің түсіме құлақ асып, мен өз ақшамды сақтап қалдым. Оянған соң түске қайта оралып, мұндағы кейіпкерлермен сөйлесіңіз. 5-10 минут бойы сізді ешкім мазаламайтын жер тауып алыңыз. Көзіңізді жұмып, ойша түсіңізді қайта
қайта жаңғыртыңыз. Барлығын нақты қайта жаңғыртуға тырысыңыз. Сол оқиға мен сол кейіпкерлерді елестетіңіз. Ойша қайтадан түске еніңіз. Оқиға қайталана берсін, бірақ осы жолы сіз түске өзіңіз қалағандай назар аудара аласыз. Мысалы, сіздің балаларыңызды ұрламақ болған тонаушы түсіндегідей бұл түсті қайта елестетіңіз. Бірақ осы жолы сіз тонаушымен күреске түспей, онымен сөйлесуге тырысыңыз. Оның кім екенін, нені қалайтынын, не үшін жасап жатқанын сұраңыз. Сіз мұны жасай аласыз, себебі сіз түсті бақылауда ұстап тұрсыз. Балаларыңызбен сөйлесуіңізге болады. Олардың жауаптары сізді таңқалдыруы мүмкін. Егер де сіз барлығын түсінгіңіз келсе, онда осы әдіске тең келері жоқ. Түсіңізде пьеса ретінде елестетіңіз және оны келесі пункттер бойынша талдаңыз. Бірінші, кіріспе. Түсіңізді көркем безендіріңіз. Ондағы көтерілген мағынаны анықтаңыз. Екінші, сюжет. Түстегі іс-әрекет оқиға. Үшінші, қорытынды. Сіздің түсіңіз немен аяқталады? Қойылған проблема шешілді ме? Осы қорытынды нені білдіреді? Түсті осындай әдіспен зерттеу арқылы сіз оның негізгі символдары қандай деп сұрақ қоюыңыз мүмкін. Олар қандай мағына береді? Олардың өткен өмірімен қандай ұқсастығы бар? Олар маған нені хабарлайды? Түстің әр кезіндегі өзіңіздің эмоциональды жағдайыңызды талдаңыз. Мұнда символдар мағынасы түсіндіретін кілт жатыр. Сіз жеңілдеу, қорқыныш, өзіңізге сенімділік, ерекше күш-қуат сезесіз бе? Мүмкін түсіңізде сіз кісі өлтірудің куәгері болдыңыз ба? Бірақ қорқудың орнына сіз қуаныш сезімінде болған шығарсыз. Оянған соң сіз өз сезімдеріңіз үшін ұяласыз. Түсті жорудың кілті кісі өлтіру кезіндегі біздің сезімдеріміз болады. Сіздің өміріңіздің қай жағы өзгеруі керек? Егер де осындай өзгерістер болса, сіз қуанасыз ба, жоқ па? Бұл түс сіздің өміріңіздің қандай өзгерістеріне сілтеуі мүмкін. Түрлі нұсқаларды ойластырып көріңіз. Кей кездері түстің мағынасы уақыт өткен соң ғана белгілі болады. Негізінен түс мағынаға ие болу үшін бірнеше күн немесе апта керек. Ал кей кездері мұнша уақытта жетпейді. Егер де сіз түсті жори алмасаңыз да, түспен жұмыс жасау фактісі сіздің түйсігіңізде өсуі мен дамуына әсер етеді. Адам әр жұмысы үшін белгілі бір кезекте жемісін алады. Сол сияқты түсті жоруды рационалды тұрғыдан ғана қарамау керек. Қисынға қарағанда ішкі дауыс маңыздырақ. Әр түс, егер де оны еске сақтасаңыз және дұрыс жорысаңыз, ұзақ уақытқа жететін нәтижеге ие болады. Адам онымен әр уақытта байланыста болады, ал ол арқылы өзінің ішкі жан дүниесімен байланыс орнатады. Біз түсті дұрыс жорғанда ішімізде бір нәрсе селт еткен сияқты болады. Біз иә, міне сол дейміз. Біз бойымызды кернеген күш-қуатты сезінеміз. Түсті дұрыс жору өте маңызды, себебі адам ішкі жан дүниесінен бағыт-бағдар алып, қанағатшылдық пен тыныштық сезімдерді басынан кешіреді. Түсті жору бұл әрқашанда сіз және өзіңіздің түйсігіңіз арасындағы тірі диалог. Адам түсті жору біліктілігіне ие болып, ішіндегі құдіретті де шексіз бір нәрсемен байланысын түсіне бастайды. 10 бөлім. Шынайы өмір. Адам болашағы өз қолында. Дәл осы уақытта ол адамның жан дүниесінде өмір сүреді. Абрахам Маслоу. Біздің өмірімізде болып жатқан жағдайлар кездейсоқтық емес. Өткен өмірімізде біздің санамыздың жұмысының нәтижесі. Бүгінгінің тамыры өткен өмірдің астарында жатыр. Мынандай үйлестікті қарастырайық. Аспанға қарап, жұлдыздарды көргенде сіз шын мәнінде олардың өткен өмірлерін көресіз. Себебі олардың кейбіреуі жоқ болып кеткен. Жұлдыздар бізбен жүздеген және мыңдаған жарық жолдары қашықтығында орналасқан. Бұл жарық жылдамдығы секундына 186 мың миль, ал жерге жүздеген және мыңдаған жылдамдықпен кейін жетеді. Бұл жұлдыз 25 жыл бұрын жарылған шығар, немесе сөніп қалған шығар, бірақ біз жұлдызды көріп тұрамыз. Жұлдыздың өзі өмір сүрмесе де, біз оны тағы да 100 жыл бойы көріп тұрамыз. Ми күшін пайдаланар кезінде осы үйлестікті есіңізден шығармаңыз, себебі ойларыңызды өзгерткен соң өзіңіздің өміріңізде шынайылықтың өзгергенін бірден байқамайсыз. Бұл кезде сіз ескі шынайылықта өмір сүріп,
өзіңіздің санаңызды дамытатын кезең аралығы уақыттың бір бөлшегі болады. Бұл кезең болатынын күту уақыты өте маңызды. Сіз өзіңіз қалаған шынайы өмірді тудыру мақсатында сіздің іс-әрекетіңіз осы кезде баяу немесе қарқынды болуы мүмкін. Өзгерістер болып жатқанына сіз күмән тудыруыңыз да мүмкін. Уақытым зая кетіп жатыр деп сіз өкінуіңіз де мүмкін. Сіздің миыңыз сізді алдауға тырысады, бәрі мағынасыз, ештеңе болмайды деген ойлар тудырады. Мұндай ойлар қалыпты болып саналады, себебі әркімнің миында осындай ойлар пайда болады. Оларға мән бермей, сабырлық танытып, бастаған ісіңізді жалғастырыңыз. Есіңізде ұстаңыз, шынайы өмір бұл процесс, тұрақты қозғалыссыз дүние емес. Барлық дүние тұрақты түрде өзге бірдеңеге айналу процесінде, сіздің өміріңіздегі жағдайлар да өзгеріп отырады. Сондықтан да егер де ойды қайта-қайта қайталасаңыз, оның жаңа шынайы өмірді жасамауы мүмкін емес. Бұл ойланатын жағдай. Өзіңізді еркін ұстап, негативті ойлардан арылып, осы жаттығулардан ләззат алыңыз. Әр нәрсе өз уақытымен. Уақыт өте келе сіздің өміріңізге табиғи жолмен еш ауыртпашылықсыз өзгере бастайды. Бұл процесті тездетеміз деп ойлаудың қажеті жоқ. Мына ескертпелерді есіңізде ұстаңыз. Бірінші, әрдайым не ойлап жатқаныңызды түсінуге тырысыңыз. Бүгінгі таңдағы сіздің ойларыңыз сіздің болашағыңызды жасайды. Екінші, өмірдің кез келген келеңсіздіктеріне қарым-қатынасыңызды өзгертіңіз. Егер де сіз жұмыста жоғарыламасаңыз, жеке өміріңіз қолайлы дамымаса, ауру болсаңыз, жұмыссыз жүрсеңіз, немесе барлық жағдайлар сізге қарсы болса, онда осының бәрін қалыпты дүние ретінде қабылдаңыз. Бұлай емес деп өзіңізді сендірудің қажеті жоқ. Бұл солай. Өзіңізді аяуға немесе жағдайға қарсы тұруға уақытыңызды кетірмеңіз. Олармен ми күші арқылы күресіңіз. Үшіншіден, өзіңіз үшін күнделікті жасау кезеңіңізді белгілеңіз. Бұл бос уақытта жасалу керек. Бұл уақытта сіз қажетті энергия қуатын толықтырып алатын кезең болып саналады. Мен бірде бір компанияға телефон шалып, маған қажетті ақпаратты берулерін сұрадым. Менімен сөйлескен әйел жарты сағаттан соң телефон шалуымды өтінді. Кешіріңіз, қазір қажетті ақпаратты компьютерден ала алмаймыз, себебі онда бағдарлама жасалып жатыр. Тұтқаны қойған соң маған мынадай ой келді. Біз ми күшін осылай пайдаланамыз. Ойша бағдарлама жасап, миымызды сыртқа әсер етушілерге жауып, бағдарламаны қайта-қайта жүргіземіз. Өзгеріс жинақтау процесі. Қызыл бояу толтырылған тамызғышты елестетіңіз. Күн сайын су толтырылған құмыраға бір тамшы тамызасыз. Алғашында сіз ешқандай өзгерісті байқамайсыз. Бояу тез арада сіңіп, сумен араласып кетеді. Бірақ күніне бір тамшы тамызып отырсаңыз, уақыт өте келе судың ақшыл қызыл, кейін ал қызыл түске боялатын, ақырында қып-қызыл түске айналатынын көресіз. Жаңа шынайы өмір жасау барысында тамызғыштың орнын сіздің күнделікті жасау кезеңіңіз басады. Яғни қазіргі өмірдегі күнделікті жұмыстан, қиыншылықтан, шынайы өмірден босайтын уақытыңыз. Бұл кезең 5 минуттан жарты сағатқа дейін созылуы мүмкін. Оның уақытын өзіңіз анықтайсыз. Зерттелген әдістерді жиі қолдану арқылы сіз тұрақты түрде күшейе түскен әсерді көресіз. Бұл іске жартылай күшін арнайтын адамдар тез арада құлдырауға ұшырайды, ал бар ынтасымен жұмыс жасағандар үшін мүмкін емес, ештеңе болмайды. Сіз көрегендік қабілетіне ие екеніңізге, мықты болып жағдайларды жоғары тұра алатыныңызға сене аласыз ба? Бір күн босатпай күнделікті түрде өзіңіз қалаған шынайы өмір туралы ойларды нығайта аласыз ба? Сыртқы көріністе өміріңізге еш нәрсе өзгермесе де, сіз тұрақты түрде күнделікті жаттығу жасап, өзіңіздің табысыңызға сенесіз бе? Егер де иә десеңіз, онда қалағаныңызды аласыз. Сіз бұл өмірге батыл қадам жасайсыз, ал ол өз кезегінде сіздің кез келген өтінішіңізді орындайды. Зейін қою және ойлау. 11 бөлім. Ұлы және әдемі ойды түсіну үшін қаншалықты уақыт кетсе, оны тудыру үшін соншалықты уақыт кетеді. Джон Юберт. Көптеген адамдар зейін қою сөзінің мағынасын қате түсінеді. Олар үшін бұл сөз ауыр жұмыс жайлы
және мектеп жайлы ұнамсыз елестермен байланыстырады. Осылай олар өздерін зейін қою қиын жұмыс деп сендіреді. Бірақ егерде сіз фильм көруден немесе концерт тыңдаудан қуанышты әсер алсаңыз, зейін қою табиғи жолмен келетінін көресіз. Егерде сіз ләззат алатын жұмысқа толыққанды берілсеңіз, онда зейіннің өздігінен жұмыс жасайтынын көресіз. Зейін қою асыра күш-жігерді талап етпейді, бірақ тәжірибе қажет. Бұл біліктілік, оны дамытуға болады және оған үйренуге болады. Көптеген біліктілік сияқты, егерде оны жиі пайдалансаңыз, онда ол жетіле түседі. Сонымен қатар зейінді дамыту барысында сіз ойларыңызды жақсы басқарумен қатар ойыңыздың айқын бола түсетініне көз жеткізесіз. Миыңызды белгілі бір идеяға немесе ойға назар аударту ми күшін сәтті пайдаланудың алғышарты болып саналады. Өкінішке орай, егерде сіз миыңызды ешқашанда жаттықтырмаған болсаңыз, оны басқару қиынға соғатынын анықтайсыз. Ол тұрақты түрде бір ойдан бір ойға секіріп отырады. Миды жаттықтыра бастаған сәтте бұл бірден анықталады. Көпшілік ойлағанға қарағанда адам миы тұрақты болып келеді. Оны басқару үшін біраз күш-жігеріңізді жұмсау керек. Міне нақты осыны сіз игеруіңіз керек. Сізге қажетсіз ойларды өшіргізіп, өзіңіздің қалаған ойларыңызды тудыруға бағыттау. Адам өзінің әр ойына бағынышты болып, өзін белгілі бағытта алып жүруге рұқсат берсе, онда адам өзінің қиялының, армандарының, қорқыныштарының құрсауында қалады. Әр ойдың өзінің адамға әсер ететін күші бар. Зейін қоюға үйрену арқылы біз өзіміздің ойларымызды бақылауға аламыз. Зейін қоюдың бірнеше тәсілдері арқылы миды нығайтып, оны тәртіпке үйретесіз. Ал бұл өз кезегінде сізді ойларымызға мұқият болуды үйретеді. Зейін қоюды жетілдіру, бұлшықетті дамытып нығайту сияқты. Спорт залда жаттығуды тастап кетсеңіз, кейін алғашқы жаттығу қиын әрі жағымсыз екеніне көзіңіз жетеді. Бірақ күнде немесе арасында бір күн салып белгілі бір бағдарламамен жаттықсаңыз, жаттығудың қаншалықты қызық әрі жағымды екенін көресіз. Сонымен қатар сіз өзіңізді жақсы сезінетін боласыз, шыдамдылығыңыз артып, жалпы денсаулығыңыз жақсарып қалады. Миыңыздың жаттығу алаңында да осындай жағдайға тап боласыз. Сіздің миыңыз тәртіпке үйренбеген. Сондықтан зейін қоюдың алғашқы қадамдары қарсыласуы тап болады. Әрине, егерде сіз бұған дейін бірнеше уақыт бойы ми жаттығуларымен айналысқандай, бұл жолы нәтижеге қолыңыз жетпейді. Мұны есіңізде ұстаңыз. Егерде алғашқы жаттығуларда осындай сәтсіздікке ұшырасаңыз, онда көңіліңіз қалмасын, шыдамды болыңыз. Бұл біліктілікті игеру үшін өзіңізге уақыт беріңіз. Тұрақты түрдегі жаттығулар ғана оң нәтиже береді, ал нәтиже міндетті түрде болады. Маған сеніңіз. Ойлау. Менің ойымша, зейін қою біліктілігін жетілдіретін әдістерінің ішінде ойлау ең тиімдісі болып саналады. Олар миыңызды жаттықтыруға көмектесіп, сонымен қатар зерттелетін кез келген проблеманы түсінуге көмектеседі. Ойлауға арналған жаттығулар біздің сабағымыздың ажырамас бөлігі болып саналады. Қандай проблема болмасын, ойлау арқылы жоғарыда тұрған идеялар, ақиқаттар, заңдар арқылы өтіп жасырын жатқан терең мағынаны түсінеміз. Бірнеше ғасырлар бойы суретшілер, ойлап шығармашылықтар, мистиктер, көріпкелдер осылай өздерінің білімдерін жинақтаған. Терең ойламасаңыз, көптеген құбылыстардың жасырын құпияларын аша алмайсыз. Сондықтан да адамдардың көпшілігі оларды қоршаған орта жайлы үстіртін ойда жүреді. Фактілерді алға тартып және қисындық дәлелдерді көрсетіп, бір пәнді толыққанды білеміз деп қанша рет өзімізді алдаймыз. Мүмкін біз бір нәрсені білетін шығармыз, бірақ бұл бір нәрсе жалпы картинаның бір бөлігі ғана болуы мүмкін. Әрине, біз бәрін білмейміз. Bir мысал келтіруге рұқсат етіңіздер. Кішкентай жасыл кезінде жинап алынған қызанақтың піскен қып-қызыл шырынға толы қызанақтан қандай айырмашылығы бар? Піспеген қызанақты жеп сіз қызанақтамын білемін дейсіз, және оның дәмі ащы дәмсіз деп айтасыз. Әрине, сіздікі дұрыс, себебі сіз тәжірибеде соған көзіңіз жетті. Егерде сіз піскен шырынға толы қызанақты жеп көрсеңіз, өзіңіздің қателескеніңізді түсінесіз. Сіздің қызанақ жайлы біліміңіз
арта түседі. Себебі сіз екеуінің де дәмін татып көрдіңіз және айырмашылығын білесіз. Демек, осы кітапты бір рет оқып шығып, ми күші қалай жұмыс жасайтынын білем деп айтуыңыз мүмкін, және бұныңыз дұрыс. Бұл проблема бойынша сізде негізгі түсініктер пайда болды. Бірақ кітапты жай ғана оқығанға қарағанда, бұнда келтірілген тәсілдерді тәжірибе жүзінде жасап көру маңыздырақ. Бұны үйреніп алсаңыз, теориялық жағын жақсы білетін адамға қарағанда сіз ми күшінің құпиясын түсіне алатын ең мүмкіндіктерге ие боласыз. Проблеманы ойлау кезінде ғана оны терең түсінуге болады. Қалай ойлау керек? Қалташама сияқты қажетті ақпаратты табу үшін ойлау кезінде біз өзіміздің миымызды пайдаланамыз. Ойлау дегеніңіз бұл идеяны ойды емес, ақиқатты алып, оны тереңдеп зерттеп тексеру. Бұл сізге сіз бірнеше рет проблеманың мазмұнын қарастырып, ойлап жасырын қарым-қатынасты және бұрын елемеген байланысты анықтап жатқанда проблемаға тұрақты түрде зейін қоюға үйретіп, миыңызды тәртіпке үйретеді. Сізге шабыт беретін нәрсе туралы немесе нені тереңірек түсінгіңіз келгені туралы ойлауға болады. Сізге шабыт беретін нәрсе туралы немесе нені тереңірек түсінгіңіз келгені туралы ойлауға болады. Мысалға, сіз ойлар шынайы күшке ие деген ойды түсінгіңіз келеді. Бақылау үшін сағатты пайдаланып, бұл жаттығуға 5 минуттан кем емес, 10 минуттан артық уақыт бөліңіз. Ойлар шынайы күшке ие деген ойға зейін қойыңыз. Осы ойды тереңірек ойлап, оған толыққанды бой алдырыңыз. Өзіңізге мынандай сұрақтар қойыңыз. Бұл не мағына береді? Мұның астарында не жатыр? Мен бұдан пайда көре аламын ба? Осы жаттығуға бөлген уақытыңызда осы ой туралы ойлаңыз. Миға қажетті ойлардан арылуға мүмкіндік бермеңіз. Егерде сіздің ойыңыз ойлау кезінде басқа жаққа ауып отырса, ал бұлай ойлау заңдылық, асықпай ойларыңызды жинақтауға тырысыңыз. Ойлау жаттығуларын жасаудың алғашқы қадамдарында 5 минут ішінде сіздің ойларыңыз 10-20 рет басқа жаққа ауып кетіп отырады. Жаттығу кезінде ойыңызға мүлдем басқа ой келуі мүмкін. Өткен өмір туралы естелік, аяқталмай қалған істер, сонымен қатар түрлі қобалжулар, қиялдар. Мұндай ойлар сіздің назарыңызға селтеді. Зейініңіздің негізгі тапсырмадан ауытқуына жол бермеңіз. Ми қажетсіз ойларды ойлап жатқанын түсініп, оларды ұмытып, өзінің тоқтаған сәттен бастап ойлауды жалғастырыңыз. Сіздің миыңыз бұндай тәртіпке және осындай жұмыс жасауға үйренбеген. Оған өзіне ұнайтын ойларға зейін қойған, немесе кез келген ойды ойлаған жеңіл. Уақыт өте келе оның іші пысады, себебі бұл туралы енді ойлаудың қажеті жоқ деп те санауы мүмкін. Ойлар алаңдатушылық тудырады. Бұл сезімдерге мән бермеңіз. Белгілеген уақыт шектеулігін еске түсіре отырып, оны ойлауға тиісті негізгі тақырыпқа қайтарыңыз. Шын мәнінде бұл ми үшін өте жақсы жаттығу. Енді ми сізді емес, сіз миыңызды бағыттап бақылауда ұстайсыз. Егерде сіз осы жаттығуды бірнеше күн немесе апта аралығында жасап отырсаңыз, онда екі өзгерісті байқайсыз. Біріншіден, миыңызды тәртіпке үйрете отырып, осындай жаттығу жасау арқылы бойыңызда зейін қою қабілетін дамытып, белсенді әрі жасампаз бола түсесіз. Екіншіден, сіздің бұған дейінгі шектеулі ойларыңыз, қисындық түсінігіңіз тереңірек бола түседі. Ойлау кезінде қуаныш сезімі және айқындық сезімдері пайда болады, яғни сіздің алдыңызда ақиқат ашылғанда сезімде боласыз. Ойлау кезінде жаныңыздан бір парақ қағаз бен қарындаш ұстағаныңыз жөн, себебі миыңызда пайда болған ойларды жазып отырасыз. Сіз ойларды сезім деңгейіне сезетініңізді байқайсыз, ал бұл қисындық сезінуден қарағанда әлде қайда пайдалы. Демек, осылай сіз проблеманы тереңірек түсіне аласыз. Мидың жасырын күшін жаттығулар арқылы дамытуға болады. Дұрыс және тиімді ойлау қабілеті тәжірибемен келеді. Бүгінгі күннен бастап ойлау жаттығуларын айналысып, зейін қою қабілетін дамытыңыз. Сізге күшті түйсікке иемін деп ойлаудан, ойлар шынайы өмірге әсер етеді деп ойлаудан бастауыңызға болады, немесе толыққанды сіздің өміріңізді өзгертуі мүмкін. Осы кітап қамтитын өзге қағидалар туралы ойлаудан бастаңыз. Сіз қандай ойды ойласаңыз да сізге 3 есе қайтады. 12 бөлім. Көзқарастар және олардың қалыптасуы. Шынайы дана ойлар 1000 рет ойластырылған, бірақ олар шынайы түрде сіздің ойға айналу үшін, олардың сіздің миыңызда қалыптасу үшін қайта-қайта ойлау қажет.
Гете. Адамның көзқарасы қалыптаспаған сала жоқ. Көзқарастардың көпшілігі бала кезінде қалыптасып, адам оны өмір бойы ұстанады. Біз қалыптасқан көзқарастарымызға өте сирек күмәнданамыз. Әрине, біз оларды дұрыс деп санаймыз. Дұрыс болмаса, олардың қажеті қанша? Егер де сіз ақша табу оңай емес деп ойласақ, онда шынымен де ақша табу оңай бола ма? Егер де адам өзін ештеңе икемі жоқ деп санаса, онда оның ештеңе икемі жоқ. Егер де өмір еш жаңалығы әкелмейді деп ойласақ, онда шынында да өмір еш жаңалық әкелмейді. Біз өміріміздің кез келген аспектісіне күмәнмен қарауымыз мүмкін, бірақ адам өзінің қалыптасқан көзқарастарына ең соңғы кезекте ғана күмәнданады. Неге сенесіз, соған қол жеткізесіз. Адамдардың көпшілігі өз көзқарастарын өздеріне қарама-қарсы пайдаланған сәттері де болды. Өз проблемаңызды жақсылап зерттесеңіз, олардың көпшілігі шектеулі және дұрыс емес көзқарастардан туындайтынын байқайсыз. Сондықтан да адамдармен қарым-қатынаста қиындыққа тап болсаңыз, адамдардың қарым-қатынасына деген өзіңіздің көзқарасыңызға талдау жасаңыз. Көзқарастарыңыздың барлығын саралаудан өткізіңіз. Денсаулығыңызға байланысты проблема көп болса, онда денсаулыққа деген көзқарасыңызды мұқият зерттеңіз. Егер де сіз ақшалай қиындық көрсеңіз, онда ақшаға деген көзқарасыңызға мән беріңіз. Дәрістердің бірі аяқталған соң маған 30 жас шамасындағы ер адам келіп, оның табысы мүлдем мардымсыз екенін баян етті. Ол өзін және отбасын асырап келеді, бірақ қаржы жинай алмайды екен. Менде қажетінше қаражат ешқашан болмайды деп иығын көтерді ол. Жақсы өмір сүретін адамдар қатарына қосылуы мүмкін емес. Екеуі де негативті көзқарас. Менде қажетінше қаражат ешқашан болмайды. Жақсы өмір сүретін адамдар қатарына қосылу мүмкін емес. Бұл екі ой оның санасында қалыптасып қалған, нәтижесінде олар оны қоршаған шынайы өмірге әсер етіп отырады. Мен оған оның ақшаға қатысты өзге де негативті ойлары бар екенін айттым, себебі өзімнің тәжірибем көрсеткендей, бір негативті ой соңынан бірнеше негативті ойлар ілесіп жүреді. Мен одан ақшаға және табысқа байланысты барлық ойларын қағаз бетіне түсіруді өтіндім. Оның жазған тізімі көп нәрсені түсіндіреді. Ол мынандай көзқарасты көп жазған екен. Егер де мен біреуден қарызға ақша алсам, онда ол адам мен үшін ақшалай қиындық көреді. Жақсы қаражат табу мүмкіндігін өзге адамдар иеленген. Барлық табысты адамдар бұл өзімшіл адамдар, ал мен өзімшіл болғым келмейді. Табысты болу үшін мен көп нәрседен бас тартуым керек. Өзін-өзі шектейтін және өзінің абыройын түсіретін тізім. Бұл адамның қаржылай табысқа жете алмайтынына таңғалуға болмайды, себебі ол өзінің түйсігімен күрес жүргізді. Қомақты көлемде ақша тапсам, міндетті түрде өзімшіл болып кетемін, адамдардан аттап кетемін, көп нәрседе бас тартамын деп ойлады. Менің өзге бір дәрісімде өте жиі сырқаттанатын әйел өзінің көзқарастарына талдау жасады. Барлық адам ауру, айнала вирусқа толы, мен өте жиі ауруға шалдығамын. Менің денем өте әлсіз, ауру менің тәніме қарағанда күштірек. Қуанышымызға орай, ол жаңа өмірлік ұстанымдарды, көзқарастарды қабылдап, өзінің денсаулығын жақсартып алды. Сіз өзіңіздің түйсігіңіздің мағынасына аса мән беруіңіз керек. Егер де мұнда қобалжу, негативті және шектеулі идеялар енсе, ол оларды ақиқат ретінде қабылдап, өмірде тиісті жағдайларды тудырып, оларға сай жұмыс жасай бастайды. Егер де қайшылыққа, сәтсіздікке, бақытсыздыққа сенсеңіз, онда сіздің түйсігіңіз осы көзқарастарды жүзеге асыру үшін түрлі әдістерді қолданып, бар күш-жігерін жұмсайды. Жылан жұтқан сәтіңіз болды ма? Қожайыны үйіне кіргізген ақымақ шаруа туралы ескі аңыз бар. Қожайын оны бөлмеге апарып сорпа ұсынған. Шаруа қасықты қолына ала бергенде тәрелкесінде кішкентай жыланның жүргенін көреді. Қожайын ренжітпеу үшін ол сорпаны жеді. Бірнеше күн өткен соң ол қатты сырқаттанып қалып, қожайынның үйіне қайта баруға мәжбүр болады. Қожайын оны сол бөлмеге апарып, дәрі дайындап шаруаға ұсынады. Шаруа тостағаннан ұрттай берейін дегенде тағы да тостаған ішінен кішкентай жыланды көреді. Осы жолы шаруа үндемей қалмай, осы себепті ауырып қалғаны туралы айтады. Оның айтқан сөзіне қожайыны күліп, төбеде ілініп тұрған садақты көрсетеді. Тостағанның ішінде жыланды емес, садақтың көлеңкесін көріп тұрсың, дейді қожайын. Ешқандай жылан жоқ. Шаруа өз тостағанынан қайта қарап, оны жылан емес, садақтың көлеңкесі ғана екенін көреді. Ол дәріні ішпей өз үйіне бет алады. Бір күн өткен соң ол жазылып кетеді. Өзіміз жайлы және қоршаған орта туралы шектеулі көзқарастар мен пікірлерді қабылдап, біз
қиялдағы жыланды жұтамыз. Әрине ол шынайы. Бізбен көзқарасымызды өзгерткенге дейін түйсік кез келген идея мен пікірді оның дұрыс немесе бұрыс екеніне қарамай қабылдаса, ол осы пікірді растайтын оларды тудыра бастайды. Мысалы, сіз санасыз түрде жынысы басқа адамдардың қарым-қатынас орнату оңайға соқпайды деп ойлайсыз. Осы ой сіздің миыңызда қалыптасып келесі ойларды тудырады. Мен өзіме ұнайтын адамды ешқашан кездестірмеймін. Жақсы серік табу мүмкін емес. Қарым-қатынас әрдайым тұрақсыз және тағы басқа. Сіз жақсы адамды кездестірсеңіз, сіздің миыңыз келесі ойларды тудырады. Ол соншалықты жақсы адам емес шығар, тырысып көру де керек емес, бәрібір де ештеңе шықпайды, немесе ол ешқашан маған қарамайды. Сонымен қатар берік қарым-қатынас орнату мүмкін емес деп қалыптасып қалған миыңыз осы көзқарасты растайтын жағдайларды тартады. Ол керісінше екенін дәлелдейтін фактілерді елемейді, немесе оларға қарсы тұрады. Ми сіздің көзқарасыңызда сәйкес болатындай қоршаған өмір шындығын бұрмалауы да мүмкін. Сіз өзіңізді қолыңыздан түк келмейтіндей санайсыз ба? Әлде табысыңыз тым мардымсыз ба? Сіз ауруларды тартатыныңызға сенесіз бе? Сіздің миыңыз осы көзқарасты растайтын дәлелдерді табады, және оның қызметі осы көзқараста көзіңізді жеткізу мақсатында жұмыс жасайды. Бір жағынан өзіңізді жеңімпаз немесе әр нәрседен ақша жасауға болады, денсаулығың мықты деп сенсеңіз, айналаңызға осы көзқарасты растайтын дәлелдер табылады. Көзқарастарды ақылмен таңдаңыз. Шындығында өміріңіздің проблемасы саласында сіз өзіңіз осы проблема негізі және оның шешімі болып саналасыз. Бұл қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ қарсылық сырттан болмайды. Керісінше сіздің өзіңізден, сіздің көзқарасыңыздан туындайды. Түйсігіңізде жаңа көзқарастар пайда болғанда, алдыңызда жаңа шынайы өмір туындайды. Мысалы, сіз дос табу қиын деп сенесіз. Бұл көзқараспен сіз танысқыңыз келмейтін ойыңызды ақтайсыз. Мұнда сіздің күнәңіз жоқ, себебі бұл өте қиын. Бұдан шығатын қиыс, сіз жаңа адамдармен танысудан қашасыз. Сіздің көзқарасыңыз сізді досыңыз жоқ болғанына сіз кінәлі емессіз деген қате пікірді миыңызда сіңдіреді. Егер де сіз жаңа достар табу өте жеңіл деген көзқарасты ұстансаңыз, онда әрине сіздің телефоныңыз түскі асқа шақыратын қоңыраулардан жарыла бастайды. Мүмкін сіз ешкіммен таныспайтын шығарсыз, бірақ осы проблемаға өз көзқарасыңызды өзгертесіз. Кенеттен проблеманың жоқ екеніне көзіңізді жеткізесіз. Проблеманы сіз өзіңіз жасайсыз. Сіздің айналаңызда қалыптасқан шынайы өмірді түсінсеңіз, бойыңызда нені өзгерту керек екенін талдау жасай аласыз. Кей кездері шамалы ғана өзгеріс шегі жоқ мүмкіндіктерге жол ашады. Жаңа достар табу қиын емес деп сенсеңіз, оны растайтын бірнеше фактілерді кездестіріп, осы шынайы өмірден ең көп пайда көруге қажетті кез келген өзгеріске қол жеткізе аласыз. Өзіңіздің құдіретіңізді дәлелдеңіз. Сенбесеңіз де жаңа позитивті көзқарасты қалыптастыруға тырысыңыз. Түйсігіңізге кез келген ойды немесе идеяны қалыптастыра алатыныңызды еске түсіріңіз. Ми оны қабылдайды, тек қана оны бірнеше рет қайталап, сезімдер арқылы беру керек. Ми дағды бойынша жұмыс жасайды. Егер де миыңызда шектеулі көзқарастарға орнығуға жол берсеңіз, оларды қуып шыға аласыз. Жаңа позитивті идея қалыптастырып, ескі көзқарасты жойып жібергенге дейін оны бірнеше рет қайталау қажет. Осылай миыңыздың ішін жиыстырыңыз. Жиһаз ауыстырып, қабырғаны бояу сияқты барлық ескі бірнеше жыл бойы қалыптастырған негативті және өзіңізді жоятын көзқарастарды жойып, оларды жаңасына ауыстырыңыз. Төменде келтірілген тізімді мұқият қарап шығыңыз да, мұнда сіз қолданатын көзқарастар жоқ па екен? Ол көзқарастар: мен оны жасай алмаймын, мен ешқашан көп нәрсеге қол жеткізбеймін, қазір менің мүмкіндіктерім шектеулі, мен 1000 рет талпындым, менің не істеп жатқаным маңызды емес, қалғандарын анықтау өте қиын, әрдайым бірдеңе ойдағыдай болмайды, бұл уақытша, бір нәрсеге қол жеткізу үшін көп жұмыс жасау керек, ештеңе жайдан жай келмейді, қазір менің уақытым емес. Не істерімді білмеймін. Егер де осы көзқарастардың біреуі сізге таныс болса, тез арада жаңа позитивті көзқарастар қалыптастыра бастаңыз. Табысқа жету сізді сәтсіздікке кенелтетін ақтауларды, сылтауларды, басымдықтарды ұмытыңыз. Миллиондаған адамдар қазіргі сәтте өздерінің жағдайларына риза және оны өзгерту үшін ештеңе жасамайды. Олар өмір қиындықтарына толы деп сеніп, өмір ағысына беріледі. Оларға ештеңе шабыт бермейді.
Ал сіз ше? Өз мүмкіндіктеріңізді зерттеңіз. Бірінші қадам, өзіңіз қиындық көріп жатқан өмір саласын жазыңыз. Қаржы, қарым-қатынас, жыныстық қатынас, денсаулық, бизнес және тағы басқа. Осыған байланысты көзқарастарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Бұл іске кеткен уақытыңызды аямаңыз және шындықты жазыңыз. Сіздің ойыңызша нені сезіну керек екеніңізді немесе не дұрыс көрінетінін жазбаңыз. Шындығында нені сезінетініңізді жазыңыз. Жазып болған соң тізімді мұқият қарап шығыңыз. Шектеулі көзқарастар жоқ па екен? Қазіргі уақытта олардың дұрыстығы, бұрыстығы сізді алаңдатпауы керек. Сіздің міндетіңіз шектеулі көзқарасты табу. Егерде бәрі дұрыс жасалса, онда бұл процесс көп нәрсені түсіндіреді. Екінші қадам, әр шектеулі көзқарас қасына позитивті ойды жазыңыз. Мысалы, шектеулі көзқарас: мен қомақты ақша табу көзін көріп тұрғаным жоқ. Жаңа көзқарас: қомақты қаражат табудың бірнеше көзі бар. Шектеулі көзқарас: адамдармен танысу мен үшін қиындыққа соғады. Жаңа көзқарас: адамдармен танысу жеңіл. Шектеулі көзқарас: маған дос табу қиын. Жаңа көзқарас: дос табу өте жеңіл. Мен ешқашан табысты адамдар қатарына қосылмаймын. Жаңа көзқарас: мен табыс үшін жаралған адаммын. Осы жоба бойынша жұмыс жасайтын уақытым жоқ. Бұл жобаны жасау үшін менде көп уақыт бар. Төменде келтірілген көзқарасты қалыптастыру әдісін пайдаланып, осы көзқарасты түйсігіңізде бекітіңіз. Әр ай сайын 1-2 жаңа көзқарас қалыптастырып отырыңыз. Бір сәтте бірнешеуін жасаймын деп әлек болмаңыз. Уақыт өте келе көптеген күшті көзқарасты қабылдағаныңызға және олардың тиімді жұмыс жасап жатқанына көзіңіз жетеді. Қалыптасу әдісі өте қарапайым. Сіз оны дүниеге келгеннен бастап қолданасыз. Алғашында сіз оны сөйлеу үшін қолдандыңыз, кейін көбейту кестесін жаттап алу үшін қолдандыңыз. 6 көбейту 6, 8 көбейту 7 жауабын тез-ақ шешесіз, себебі оларды бір рет қайталап миыңызда бекіттіңіз. Бірнеше рет. Қанша рет көбейту кестесінің мысалдарын жазып есте сақтадыңыз. Сіз қалай оқи бастағаныңыз есіңізде жоқ шығар, бірақ сіз осы әдісті қолдандыңыз. Сөздер мен сөйлемдерді тұрақты түрде қайталап, сізді дұрыс оқымаған сәтте, дұрыс қабылдамаған сәтте сізді дұрыстаған шығар, немесе өзіңізді өзіңіз дұрыстаған да шығарсыз. Енді сіз ана тіліңізде мүдірмей сөйлейсіз, себебі ол маңызды нығыз қалыптасты. Кез келген жаңа ақпарат сияқты, ол сіздің миыңызда қалыптасқаннан кейін ғана сіз автоматты түрде идеяны және көзқарастарды қолдана аласыз. Жаңа идеядан алған толқу сезімі шабыт сияқты. Қаншалықты мықты болса да, уақыт өте келе өшіп қалады. Адам жаңа идеядан қаншалықты серпіп алса да, егерде ол осы интуизмнан әрі қарай барғысы келмесе, немесе бара алмаса, ол міндетті түрде бастаған жағдайына қайтып оралады. Идея сіздің маңызды қалыптасу үшін бұл сөзді ойлаумен байланыстырыңыз. Ішіңізден қайталап идея туралы ойлаңыз. Барлық қарама-қайшы ойларды жойып жіберіңіз. Тек қана осы бір идея шынайы болсын. Жаңа идея әлжуаз бала сияқты, ол өскенге дейін күтімді қажет етеді. Мұқият болыңыз. Қамқорлық жасамасаңыз, сіздің ескі, бақылауға келмейтін идеяларыңыз өсіп, ойлау дәндері сияқты жаңа әлсіз идеяларыңызды басып тастайды. Кез келген жаңа идея немесе көзқарас сіздің санаңызда қалыптасып қалу үшін ең алдымен оларға жетілу қажет. Бұл уақытты талап етеді. Егерде сіз жаңа көзқарасыңызды 1 рет немесе 2 рет, я болмаса 20 рет қамшыламасаңыз, ештеңе шықпайды. Жаңа көзқарастың оңтайлы нәтижесі мида қалыптасу үшін 1 айдан 3 айға дейін уақыт кетеді. Ал бұл күніне 5-10 минут 30-дан 90-ға дейін жететін жаттығу. Адамдар жаңа идеяны қабылдау үшін оны 1 немесе 2 рет оқып сәтсіздікке ұшырағанын түсінесіз. Мен бұған сенуге тырыстым, бірақ қолымнан келмейді дейді олар. Олар соншалықты ынтамен жұмыс жасады ма? Сіз түйсігіңізге жаңа көзқарасты қалыптастыруға тырысасыз.
Көп жағдайда олар санаңызда қалыптасып қалған идеяларға қарама-қайшы келеді. Егерде сіз бір немесе 2 ай көлемінде күнделікті түрде жаңа көзқарасты бекітсеңіз, онда сіздің миыңыз кез келген жаңа көзқарасты қабылдай алмайды. Күшіңіздің жартысын ғана пайдаланып, өзіңіздің уақытыңызды кетіріп, көңіліңіз қалғанын қалайсыз ба? Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт керек. Керісінше болған жағдайда сіз сәтсіздікке ұшырайсыз. Енді менің соңымнан қайталаңыз. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Ұқтыңыз ба? 13-ші бөлім. Өз имиджіңізді қалай қалыптастырдыңыз? Біздің жасырғанымыз ол өзіміз екенін мойындағанға дейін біздің бойымызда сенімсіздікті тудырады. Роберт Фрост. Жақсы, дұрыс, өз-өзіңді бағалай білу өте маңызды деген көзқараспен барлығы келісетін шығар. Бірақ өзінің маңыздылығын түсіну кез келгеннің қолынан келмейді. Біздің өз-өзімізді бағалауымыз өмір сүрген жылдарда қалыптасқан барлық түсініктерді ойша елестетуден қалыптасады. Соңында бұл образдың біздің түйсігімізде қалыптасып қалатыны соншалық, ол өздігінен өмір сүре береді. Біз оны ұмытып кетеміз. Оны өзіміз жасадық, өзіміз-ақ өзгерте аламыз. Өзін-өзі бағалау қалай қалыптасатынын нақтырақ қарастырайық. Балалық шақта, яғни адам құндылығы алғаш рет қалыптаса бастағанда біз өзіміз туралы ойды қоршаған адамдардан аламыз. Егер де бала ата-аналарына махаббатты көрсе, онда есейгенде бала өзіне жақсы қарайды. Егер де ата-анасы баласына ұрсып, оны мазақ қылып немесе қорласа, онда болашақта баланың өзіне қарым-қатынасы негативті болады. Есейген соң ата-ана үйін тастап, біз жасөспірімдер мен ересектердің үлкен әлеміне араласамыз. Сансыз жаңа білімдер өз ізін қалдырады. Өкінішке орай, егерде сіз өмірде болып тұратын сәтсіздіктерге қатты мән беруге үйренсеңіз, онда осы сәтсіздік сіздің имиджіңіздің негізгі бөлшегі болып қалатыны сөзсіз. Өзіңізге байсалдылықпен қараңыз. Егерде автокөлікке күтім жасамасаңыз, ол міндетті түрде сынып қалады. Егерде үйде күтім реттілік болмаса, онда ол қирап бұзылып қалады. Сол сияқты, егерде мықты әрі өмірге толы болғыңыз келсе, онда өз-өзіңізді бағалауға қамқорлық жасаңыз. Өзіңізге дөрекілік танытып, немқұрайлы қарасаңыз, өз-өзіңізді бағалауыңыз төмендеп қалады. Өз-өзіңізді бағалау деген қамқорлықты өзіңізді күту ретінде қабылдаңыз. Өмірде кезеңімен кездесетін сәтсіздіктерге, рухани қиындықтарға, жеңілістер мен проблемаларға толы. Сондықтан да мұқият болмасаңыз, бұл ауыртпалықтар сізді артқа сүйреуі мүмкін. Дұрыс имиджді қалыптастыру үшін өз-өзіңізді бағалауды нығайту керек. Бұған санаңызды оң, сізге серпін беретін, өзіңіз туралы рухани гүлденуді қалыптастыратын ойларға бағыттағанда ғана қол жеткізуге болады. Кей кездерде алаяқтық жасауға да болады. Мұнда әлі де жүзеге аспаған армандарды да қосуға болады. Есіңізде ұстаңыз, түйсік сіздің миыңызда қалыптасқан кез келген ойды қабылдайды. Оның дұрыс немесе бұрыс екеніне мән бермейді. Келесі 3 тұжырым сіздің өз-өзіңізді бағалауды жақсартады. Біріншіден, сіз бірегейсіз. Жер бетіндегі бірде-бір адам сіз сияқты ойламайды. Бір нәрсені сізден артық жасай алмайды. Көптеген адамдар өздерін қатардағы адам ретінде санайды. Бірақ сіз мұндай қателік жасамайсыз. Өзіңіздің бірегейлігіңізді дәлелдейтін фактілерді іздеуге де тырыспаңыз. Осылай ойлап, тиісінше сіз әрекет жасаңыз. Жер бетінде өмір сүріп жатқаныңызға қуаныңыз. Өзіңіздің осындай жақсы қасиеттерге ие екеніңізге қуаныңыз. Өзіңізге лайықты ар-ожданды ұстаныңыз. Өзіңізге пайдалы жақты ұстаныңыз. Екіншісі, сіз қалағаныңызды жүзеге асыра аласыз. Біз өмір шексіз мүмкіндіктер мен нұсқаларды беретінін ұмытып кетеміз. Көп жағдайда күнделікті тіршілікпен өмір сүріп, ынта мен күш-жігер арқылы көп нәрсеге жетуге болатынын ұмытып кетеміз. Сіз кез келген елге саяхат жасай аласыз, шет тілдерін игере аласыз, өз ісіңізді бастай аласыз, музыкалық аспаптарда ойнауды үйрене аласыз, кез келген клубтың мүшесі бола аласыз, қолөнерді үйрене аласыз, жаңа мамандықты игере аласыз, карьераңызды өзгерте аласыз, ғылыми зерттеу жұмысын бастай аласыз, барлығын ойлай аласыз. Тиісті көңіл күйден нені жасай алмайсыз? Сіздің
миыңызда жақсы компьютердегідей барлық нұсқаларды көрсететін кең бағдарламалар жазылып қойылған. Мен оны біздің голографиялық мүмкіндіктеріміз деп атаймын. Қызанақ дәнегінен қызанақ қана өсіп шығады. Олардың міндеті шынайы өмір сүру. Бірақ сіз шексіз әлеуетке иесіз. Қандай дәнекті таңдасаңыз да ол сізде өсіп шығады. Үшінші, сіз өзіңізге шексіз билік ете аласыз. Күн сайын шексіз билікке, шексіз мүмкіндікке ие болып оянасыз. Бұл жерде сіздің өзіндік ойлау образыңызды таңдау туралы айтылып тұр. Ешкім де сізге қалай немесе нені ойлау керегі туралы бұйырмайды. Тек қана сіз осы билікпен не істейтініңізді айқындайсыз. Өміріңіздің кез келген саласын құруға немесе тұрақтандыру өзіңіздің қолыңызда. Өзіңіз туралы қалай ойлайсыз, солай болып қалыптасасыз. Ұяң ойлар ұялшақ адамды жасайды. Сенімді ойлар сенімді адамды жасайды. Мықты ойлар мықты адамды жасайды. Мақсатты ойлар мақсатты адамды жасайды. Жүзеге аспайтын ойлар өмірге бейімделмеген адамды жасайды. Әлсіз ойлар әлсіз адамды жасайды. Егерде адам өзін өзі аяй берсе, ол әрдайым өзін аяп жүретін болады. Энтуизмге толы ойлар белсенді адамды жасайды. Мейірімділік мейірімді адамды жасайды. Сәттілік туралы ойлар табыскер адамды жасайды. Сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасты жасау мен сақтау үшін жауаптысыз. Өзіңізге риза болыңыз. Өзіңіздің оң қасиеттеріңізді ойша елестетіп, дамытып мойындаңыз. Өзіңізді жақсы көріңіз. Өзіңізді жақсы көру маңызды рөл атқарады. Әрине, егерде ол мен бәрінен де кереметпін деген ойды қамтымаса, келесі қағиданы ұстаныңыз. Мен осы қалпыммен де жақсымын. Сізге басқа біреу болудың қажеті жоқ екенін түсініңіз. Өзіңізді осы қалпыңызбен қабылдасаңыз, сіз өте жеңіл өзгере аласыз. Бұл парадокс. Әрине, ұзақ уақыт бойы сенімсіздік пен антипатиядан кейін сіздің өзіңіздің жақсы көру қиынға соғады. Алға қадам басуда көмек беріп, өзіңізді қолдау сезімі өте терең бір жерде жатыр. Еңсеңізді түсіре қойыңыз. Басқа адам ретінде көрудің қажеті жоқ. Өзіңізді осы қалпыңызбен қабылдасаңыз ғана сіз өз-өзіңіз деп басталатын өзге қасиеттерді зерттегіңіз келеді. Өз-өзіне сенімділік. Өз-өзіне сенімді адам болыңыз. Бұдан азға келіспеңіз. Мен энергияға толымын, бәрі қолынан келеді және міндетті түрде табысқа жетемін деп өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Егерде балалық шақта сәтсіздікке ұшырасаңыз, оны ұмытыңыз. Сіз осы уақытта өмір сүрудесіз және болашағыңыз жақын-ақ. Баяғыда сәтсіздікке ұшырасаңыз, бұнда тұрған ештеңе жоқ. Сіз қалай ойлайсыз, болашақта қалай жасайсыз, соны назарыңызда ұстауыңыз керек. Өзіңізге және өзіңіздің күшіңізге сеніп, сіз өмірдің кез келген қиындықтарына қарсы тұра аласыз. Өзіңіз өзгеріп, ойлаңыз, қалай өзгергенін байқайсыз. Демек, бәрі сіздің қолыңызда. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.